жерде үлкен мәселе Қазақстандағы жоғарғы білімнің сапасының өте нашар болуы. Олар құжақтап алады да, дипломдарын барып курьер болады, таксист болады, басқа да жұмыстармен айналысады. Сонда бұл кімнің кінәсі? Университеттің, әлде дұрыс оқымаған өзінің? Өзіміздің студенттерді былайша айтқан кезде жаңағыдай шетелге кетіп қалсын деп тәрбиелейміз бе, әлде нарыққа тәрбиелейміз бе? Біз нарыққа тәрбиелейміз. Бұрын тек неврология қарастырылатын еді ғой, потом нейроғылым шықты. Одан нейроғылым мидың қалай жұмыс жасайтынын зерттейтін ғылым саласы. Айналайын қазақтар, біз қашан өзіміздің форматты ойлап табамыз. Мектепте енді көбіне сөйлеуіне, сөйлей алғанына, қарсылығына, сондайына ғана қарайтын сияқты. Бірақ енді ол аймақтарға да байланысты айырмашылық. Екі нүкте қосылатын. Екі қарсылық нүктесі. Мен бір аналық деңгейде оларды олай түсіне алмайды екен, қалай тәрбиелеу деген сияқты. Бізде андай жоқ, жас маман немесе тәжірибелі маман деген сияқты бөлмейді. Бұрын істедік, енді жас мамандар істесін деп жауапкершілікке бүйтіп сұра салу бар. Қазіргі кезде бір андай тенденцияға айналып кетті ма, трендке айналып кетті ма білмеймін. Шетелде білім алу, жалпы мектепті бітіргеннен кейін шетелде білім алуға тырысады көбіне жастар. Менің оқушыларымның бір 40% шығар қазіргі кезде Польшада оқып жатыр. Одан кейін Италияда, одан кейін Түркия мемлекетінде оқып жатыр. Яғни Қазақстанда білім алу емес, шетелге білім алуға кетіп жатыр да. Енді сол кезде екі түрлі нұсқа шығады менде. Бірі ол қазақстандық білім беру олардың сұранысын қанағаттандыра алмай ма? Әлде шетелде білім беру ол бір қалай айтсам, бір мақтану үшін бе, әлде шынымен де шетелде білім алу ол жақсы ма? Олар және қайтып келе ме Қазақстанға деген сияқты сұрақ туындайды. Сондай бір трендті байқаған жоқсыздар ма? Яғни шетелде білім алуға көп жастар кетіп жатыр қазір. Бұрынғымен салыстырғанда иә. Қазір көбірек кетеді, өйткені бұрынғы кезде жеткілікті информация болмайтын. Мысалы шетелге оқығым келеді, бірақ мен ол үшін қандай қадамдар жасауым керек, белгілі тұрғыда бір информация алатын кеңістіктер, платформалар болған жоқ. Қазір ол информация доступна бүкіл адамға. Ол жайлы білетіндер көп, оқығандар көп. Сәйкесінше Инстаграм бар, басқа әлеуметтік желілер бар, бір адам екіншісінен көргісі келеді, сосын ол да оқығысы келеді деген сияқты солай жалғасып жатыр да. Мәселе тек қана ода емес, бір жағынан салыстырмалы түрде қарағанда иә. Мысалы мен Қазақстандағы квалификациямен тек қана Қазақстанда ғана жұмыс жасай аламын. Но мен әлемдік аренаға шыққым келетін болса, то есть басқа елдерде жұмыс жасап көргім келетін болса, онда маған ақш немесе Ұлыбритания немесе кез келген бір еуропалық мемлекеттердің дипломы керек болады. Сондай сода болуы мүмкін деп ойлаймын себептер. Бір жағынан білім сапасы тоже әсер ететін факторлардың бірі. Бакалавр Ұлыбританияда 3 жыл, Қазақстанда 4 жыл. Бірақ 3 жылдағы Ұлыбританиядағы мысалы кез келген STEM мамандық бойынша химия, физика болсын, мысалы педагогика саласына да барып мен 3 жыл бакалавр оқитын болсам, мен шынымен де таза химик болып шығу мүмкіндігім жоғары. Мен химияның қыр-сырымен танысып шығу мүмкіндігім жоғары. Өйткені мен өзім магистратура оқып жүрген кезде Англияда бізде қазақтар болды, докторантура оқып жүрген. Сол Англияда болашақпен барып докторантура оқып жүр. Бір жақсы, ол жақта сен докторантураның уже 3-4 курсына барған кезде университет саған орын ұсынуы мүмкін сабақ беруге студенттерге. Сонда докторанттар барып жаңағы бакалаврдың студенттеріне сабақ береді. Вот сол бір ағамыз бар, әлі осы жылы бітірді. Ол кезде студент, ол докторантура студенті, и сол бакалавр студенттеріне сабақ береді. Сонымен сөйлескенім барысында, қалай деген сияқты, мысалы ол химиядан сабақ береді ғой енді. Салыстырмалы түрде, иә? Салыстырмалы түрде. Бұл жердегі химия қандай? Англиядағы вот. Біздің Қазақстандағы химия қалай? Осылай сұрағаным бар. Сонда ол кісі айтқан, бұл жақта химия тек қана теория емес, практика теориясын, қыр-сырын бүкіл меңгереді студенттер. Олардың емтихандары өз алдына бір бөлек. Бұл жақта деген ол Ұлыбританияны айтып жатыр. Ұлыбританияда, иә. Ол кісі айтып жатыр, енді осы жақта деп, то есть Ұлыбританияны айтып жатыр. И салыстырмалы түрде қарағанда, бұл жердегі осындай мамандықтарда, яғни STEM мамандықтарда, ол кісі именно химия саласына қатысты айтты. Беру, үйрету тәсілі, жалпы беретін 3 жылдағы білімі, біздің Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда жоғары деді. То есть ол жерде 3 жылда бакалаврды бітіріп шыққаннан кейін андай integrated masters деген бар, мысалы 4 жыл оқисың, 3 жыл бакалавр, 1 жыл сразу тағы 1 жыл қосасың да магистратура оқисың. 4 жылда сонда студент не істейді? Әрі бакалавр оқып шығады, әрі магистратура оқып шығады. Бізде 6 жыл, иә? 6 жыл бізде. Әрі қарай докторантураға жалғастырғысы келетін болса, ода химияда уже бакалаврдағы алған бағанағы фундамент база бар, негізі қалыптастырып қойған. Докторантураға жалғастырып кететін болса да, ол әрі жалғастырып кете алады. То есть маман ретінде.
Бізде көбісі бакалаврдан кейінгі химиктар Қазақстанда химик болсын, физик болсын, кішкене әлсіздеу болатын секілді фундамент салыстырмалы түрде қарағанда. Олар докторантураға барған кезде де мысалы бастапқы осы Қазақстанда бітіріп осы химия саласын тоже неге барған, докторантураға барған тоже таныстар болды басқа бағанағы ағадан бөлек. Ол кісілердің бірінші курста, мен бірінші курс магистрантпын, ол кісі бірінші курс докторант, бірінші жыл қатты қиналған болатын бағанағы. Қазақстаннан білім алып барғаннан кейін айырмашылық болды ғой. Иә, бакалавр магистр Қазақстанда оқыған, докторантура химияға түседі ана жаққа, бірінші жыл біраз қиналған болатын. То есть бағанағы нелердің сәйкес келмеу шығар мүмкін бэкграундтың айырмашылықтың болуы. Енді қазір университетте мамандарды дайындаған кезде сондай нәрселерге назар аударасыздар ма? Яғни Қазақстанның білім беру жүйесі, шетелдік білім беру жүйесінде қандай, яғни бұлар шетелге барған кезде солай дайын болу керек деген сияқты. Немесе әлде бірден рынокқа дайындайсыздар ма? Бұл жерде мен ойымша неге бірінші сұраққа жауап берейін, неге қазақстандықтар шетелге көп ұмтылып жатыр, әсіресе орта білімнен кейінгі жоғарғы білімді алуға. Бұл жерде үлкен мәселе Қазақстандағы жоғарғы білімнің сапасының өте нашар болуы. Бізде атап айтатын бір топ 5 университет бар шығар, оған жарайды бір ілесе алатын ар жағында тағы 5, сонда бір 10 университет, қалғандары немен айналысып жатқандығы түсініксіз. Не ғылым саласында емес, не жаңағы білім беру саласында емес, мысалы. Шамамен қанша университет негізі өзі Қазақстанда? Қанша екенін нақты білмеймін, бірақ мен құқық мамандығы бойынша енді өзім заңгер болғаннан кейін білем, 70-ге жуық университет дайындайды екен заңгерлерді. Құқық мамандығын, иә. Сонда бір жылда 10 мыңға жуық құқықтану маманы шығады, бірақ ең қызығы бізде заңгерлер жетіспейді. Бірақ юристтер өте көп деген қоғамда бір қалыптасып кеткен стереотип бар. Иә, бірақ ең қызығы юристтер фирмаларға жетіспейді. Бұл жерде үлкен бір сондай бір раскол дейік, иә. Мына шыққан балалар 10 мың жаңа қолында дипломы бар адамдар дейіне юристтер деп айтқым келмейді. На сұранысқа нарықтың сәйкес келмейді. Сондықтан олар құжақтап алады да дипломдарын барып курьер болады, таксист болады, басқа да жұмыстармен айналысады. Өздерін құқықтану нарығында таппайды. Сонда бұл кімнің кінәсі? Университеттің әлде дұрыс оқымаған өзінің бе? Бұл университеттердің де кінәсі емес, бұл тікелей мемлекеттің білім беру саласына қатысты нақты идеологиясының қалыптаспауының салдары біріншіден. Екіншіден, нақты стратегияның болмауы. Осыны біз қалай игереміз, қалай басқарамыз. Мысалы, Ұлыбританияның өзінде, оларда құқықтану мамандығы бойынша дайындайтын тек қана белгілі бір университеттер ғана бар. Ол университеттерде базасы бар, және олар дайындау үшін кәдімгі профессорлар, докторлары бар. Соның үшін жаңа халықаралық құқық сияқты мамандықтарда, мысалы, бізде қайдағы бір шет жақтағы университеттерде халықаралық құқыққа дайындайды, бірақ құрамын қарасаң, оқытушылық құрамын ол жерде ондай деңгейдегі адамдар емес. Осы үлкен мәселе. Енді химия, физикаға қатысты мен ойлаймын тура сондай шығар деп, иә. Ол бірінші сұрағыңызға жауап. Екіншіден, университеттер енді қалай қазір дайындайды. Мен Мақсұт Нарықбаев университетінде жұмыс істеймін. Біздің университетіміз жақында орталық Азиядан ең бірінші болып QA аккредитациясына өтті, Ұлыбританияның. Ол нені білдіреді? Демек, біз әлемдік стандарттарға сәйкес келе аламыз. Университет көп жылдан бері 30 жылдығын биыл тойлап жатырмыз. 30 жылдан бергі нәтиже осы. Әрине, тарихы қалыптасқан, Қазақстандағы мықты университеттердің бірі. Сәйкесінше біз өзіміздің студенттерді былайша айтқан кезде жаңағыдай шетелге кетіп қалсын деп тәрбиелейміз бе, әлде нарыққа тәрбиелейміз бе? Біз нарыққа тәрбиелейміз. Біздегі негізгі мақсат ол сапалы білім беру арқылы біздің қоғамға қызмет ету. Сәйкесінше негізгі әрбір біздің мұғалімдеріміздің ұстанымы біз оқытқан кезде ол ертең жұмыс істеп әлемге, қоғамға, Қазақстан халқына, Қазақстан Республикасына пайдасын тигізе алатын маман болу керек деп тәрбиелейміз. Енді бір статистика жүргізіле ме екен сол университетте, мысалы, мынандай маман дайындады? Статистика бар, дайындады? Атамекен, білесіз, ұлттық кәсіпкерлер палатасы жыл сайын рейтинг жүргізеді. Ол рейтинг бойынша да жаңағы топ 10 университеттердің, сол жылда айналып ауысып отыратын сол бір топ университет бар, топ 10 университет. Ол жерде Атамекен есептейді, осы университеттерден қанша түлек шықты, олар қай жерде жұмыс істеп жатыр, олардың жаңағы зейнетақы қорына түсіп тұр ма шынымен де, тұрақты түрде солардың барлығын есептеп, аналитика жасап, сондай рейтинг береді. Бұл бұндай бар. Енді тағы бір идеологиялық мәселені түсіну керек. Бұл орта білім мектептерінің деңгейінде де негізінен қолға алыну керек деп білемін, және қазақстандық университеттерде.
біз екі қазір түрлі идеология бар: әлем азаматы және қазақстандық азамат, елі үшін қызмет ететін азамат. Біз білмеймін қай жылдары, бірақ бір жылдары біз мектептердің, орта мектептердің бағдарламасын осы идеологияға бергіздік. Осы идеология біз жеңіп кетті. Біз оларды оқи білсе болды, есеп шығара білсе болды базовый уровеньда, сосын білмеймін жаңағы жаратылыстану сияқты заттарды білсе болды. Ал әдебиет, тарих, өзінің елінің ондай нәрселерге қатты мән бермедік. Тіпті ұбт-ға біз логикамен оқу сауаттылығы деп кіргіздік. Сен оқып жаңағы IELTS-тағыдай анализ жасай алсаң болды. Бұл әлем азаматын тәрбиелеу. Яғни қазақстандықтар бұндай деңгейдегі дайындықпен алып басқа жерге көшіп кете алады да, сол жақта әйтеуір адаптациядан өтіп тезірек сол жаққа бейімделіп кете алады. Бұл негізінен менің ойымша бізге дұрыс емес. Енді ел азаматын тәрбиелеу деген қалай? Сен оған бәрін бересің, оқуды үйретесің, логиканы, аналитика жасауды, бірақ сен оған сонымен қатар өзіңнің елдігіңді, өзіңнің елдігіңді түсіндіретін сабақтар бересің. Соның ішінде тереңінен түсіндіресің өзіңнің тарихыңды, тереңінен түсіндіресің өзіңнің әдебиетіңді, өнеріңді, өзіңнің тұлғаларыңды. Нәтижесінде ол адамның бойында мен кез келген жерге кетіп қала аламын деген ғана бір ой емес, мен осы бар білімім арқылы өзімнің еліме қызмет етемін деген идеология болу керек. Біз осы идеологияны білмеймін қай жылдары, бірақ біз жіберіп алдық бір жерде. Соның нәтижесін біз қазір көріп жатырмыз. Неге топырлап бәрі шетелге кетіп жатыр? Шетелде жақсы өмір бар деп. Енді мен шетелде оқымадым өзім, сондықтан қазір айтуы мүмкін адамдар өзі оқымаған, сол үшін айтып отыр деп. Бірақ оқып келген адам ретінде енді сіз айтатын шығарсыз, ол жақтың білімі жақсы, ол адамдарды өзгертеді. Өмір сүру жағдайы. 1-2 жыл оқып келгенден пайдасы бар. Бірақ сол жақта қалып қаламын деген сияқты бір адамдар, менің ойымша, олар бір розовый очкимен қарайды. Себебі ол жақта да күнкөріс, ол жақта да сен жұмыс істеу керексің, ол жақта да сен ақша табу керексің, ол жақта да сен осы жақта көретін қиындықтарды көресің. Ол жақта есеслеп кетсе, сен туысқандарың жоқ, біздегідей жарайды деп арқаңнан қағып қолдап жүретін адам жоқ дегендей. Сондай бір розовый очки, менің ойымша, қазір көп адамдар солай кетіп жатыр, балалар. Кетсем болды, әйтеуір кетсем болды, әйтеуір бір мамандыққа түсе салып оқи салсам болды. Шетелге барып оқып келгендер көбінесе қайтып келгеннен кейін, енді сіздің жағдайыңызда сіз өзіңіздің мамандығыңыз бойынша мысалы таба алдыңыз. Бірақ кейбіреулер кетеді да, байқаймын, Қытайға, Прагаға, мысалы Францияға барып оқып келеді. Бізде мүлдем жоқ бір мамандықтарды. Сонда түсінбейсің, мысалы инжиниринговая экономика деген сияқты да. Олар қайтып келгеннен кейін ол алған, мен күшті білім алып келдім деп сол бір багажбен келеді. Олар түсінеді, Қазақстандағы нарық кішкене басқаша. Оларда не болады? Мына жерде бір разочарование дейді, орысша айтқанда, сондай бір көңіл қалу болады, сосын депрессия, қабылдай алмайды, Қазақстан неге ондай емес деген сияқты бір түсініспеушіліктер болады, адаптация болмайды, содан кейін қайтадан шетеліне қайтып кетіп қалады, немесе Қазақстанда сол шетелдік дипломмен мысалы онша ешкімге пайдасы жоқ нәрсемен айналысып жүруі мүмкін, өкінішке орай. Бірақ бұл жаңағы IT сол салаларға қатысты емес, себебі олар барлық жерде бірдей дамып жатыр. Мен қазір басқаша бір мамандықты айтып отырмын. Өзім 1-2 адамды танимын, қазір өздерін қатты жоғалтып жүрген азаматтар. Шетелде оқып келген. 9 жыл бойы шетелде оқығандар бакалавр, магистратурасын қайтып келді да, Қазақстанның реалии оған сәйкес емес екенін түсінді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде біз бір нәрсені насихаттай білуіміз керек. Болашақ сияқты бағдарламалар жақсы. Шетелден барып оқып келу керек, көру керек, оған ешкім қарсы емес. Бірақ маман болғысы келетіндер және шетелден қайтып келгеннен кейін дипломын құшақтап жүргісі келмейтіндер бір нәрсе түсіну керек. Олар бакалаврды Қазақстанда оқып, 1-2 жыл ең болмағанда Қазақстанның нарығын көру керек. Кухняны түсіну керек. Біздің мемлекетімізде олай емес екендігін. Сосын барып оқып келсін, бір мына жердегі бэкграундпен кеткеннен кейін ол жақта алған біліміңді қайтып келген соң сен өзгерту үшін қолдана аласың. Себебі сен білесің нені өзгерту керек екен. Ал сен жұмыс тәжірибесін алмай бірден кетіп қалатын болсаң, сен онсыз да жанып тұрсың, барып розовый очки киіп алдың, сосын Қазақстанға солмен келесің, сен ештеңе өзгерте алмайсың. Неге? Себебі сен Қазақстандағы өмір сүріп жатқан шындыққа сәйкес келмейсің, сен ол шындықты қабылдай алмайсың. Бізде тағы бір жағдай болған, менің есімде, осы жақта бізде 4 жыл бакалаврын оқып, кейін бірден Америкаға 2 жыл LLM жасап келді, құқық мамандығы бойынша қайтып келді.
біздің сот жүйесін мүлдем түсінбейді. Біздің соттардың қандай екенін білмейді. Бізде прокурорлар қандай екенін білмейді. Қазір мысалы үлкен бір компания жұмыс істейді, сол бір үлкен этажда отырады. Мен сол адам қалай елестетемін, бір бұлттар бүйтіп ұшып жатады, кейін ол осындай розовый очкимен отырады. Мысалы да жазған құжаттардың бәріне қарасам, мен айтамын, біздің соттар оны оқымайды. Біздің соттар оны түсінбейді. Бізде олай емес. Енді ол сот саласы ол елдерге байланысты әртүрлі болады ғой. Иә, бірақ ол оны қабылдамайды, себебі оның бар көрген білген соты сол Американың соты. Сәйкесінше ол адамда сондай бір көңіл қалу, оған қатысты да көңіл қалу, иә, адам бар оқып келіп бізге бір өзгерістер әкеле ме деп едік, ол біздің нарықты түсіне алмай қиналып жүр да. Осындай нәрселер болып жатыр деп ойлаймын мен. Иә. Енді идеалында негізі мынадай болу керек. Қазақстанның білім беру жүйесі, ол шетелдік білім беру жүйесімен салыстырған кезде бір үлкен айырмашылық жоқ. Қазақстанда оқиды, шетелге барып, ары қарай магистратурасын жалғастырады, қайттан келеді, немесе Қазақстанда жүріп ақ сондай маман бола береді. Идеалында солай болу керек еді. Енді жаңа болашақ бағдарламасы туралы сөз етілді. Болашақ бағдарламасы 93 жыл басында ашылғанда, қателеспесем, негізі бакалавр мамандығында жіберетін шетелге. Кейін ол ауыстырылды. Магистратура, я болмаса өзінің бір кәсіби біліктілігін көтеру үшін ғана шетелге жіберетін болды. Бірақ дегенмен де осы болашаққа байланысты бірнеше жылдан бері дау естіп келе жатырмыз. Ол біріншіден біз үміт артып келіп елдің бір ғылым саласын өзгертеді деп жіберген мамандарымыз қайттан келмей жатыр деген бір дау туындады. Екінші дау ол келген маман, еліме барам, қызмет етем деп келгендердің өзіне жұмыс тауып бере алмайды деген бір дау туындады. Осы екі үлкен дау туындады. Бірақ қазіргі кездегі болашақ мамандығымен өзіңіз де оқып келдіңіз. Барғаннан кейін елге қайтып келгенде бір мәдени шок болған жоқ па? Болды. Аида ханым айтып отырғандай. Ол бүкіл адамда болатын сияқты негізінде. Бірақ осы мамандардың барып оқып қайтып келмеуі, немесе бағанағы мамандықты дұрыс таңдамау, то есть Қазақстанның нарығына сай келмейтін мамандықтар деп жатыр ғой. Соған қатысты шынымен де ол мамандыққа қатысты болатын секілді. Мысалы, құқық заң саласы болатын болса, ол екі бөлек әлем. Ол жақтағы құқық, шетелдегі құқық деген сияқты да, сот жүйесі бәрі. Бірақ мысалы, education саласына қатысты болатын болса, менің салама да білім саласына, неге болмасқа? Өйткені шынымен де білім саласына келген кезде біздің жан-жағымызға қарап үйренеріміз көп та, бірақ тек копи-паст жасау емес, керегін алу, анализ жасау, адаптация жасап алу деген сияқты. Өйткені мойындау керек бағанағы неге сіз айтып жатсыз, идеалында шетелдегі жаңағы немен білім саласымен Қазақстандағы екеуі бірдей болу керек еді. Бір-бірінен аттаған кезде ешкім қиындық сезінбей, сразу андай смуз, гладко кету керек еді деген секілді. Неге олай болмайды? Өйткені бізге қарапайым тұрғыда кез келген сала, мысалы educational neuroscience алайық та, нейроғылым, оның білім саласындағы нейроғылым. Қазақстанда қазір ешқандай университетте бұл сала оқытылмайды. То есть не только educational neuroscience, білім беру саласындағы нейроғылым, бірақ жалпы нейросайенстің өзі ешқандай университеттің я бакалаврында, я магистратурасында оқытылмайды. Бірақ шетелде көп университеттер оқытылады. 2000 жылдардан бастап, осы 21 ғасырдың басынан бастап, Ұлыбритания, ақш мемлекеттерінде магистратураға осы мамандық енгізіліп бастады. Бастапқы кезде нейросайенстің өзі 20 ғасырдың соңына қарай 90-шы жылдары где-то нейросайенстің өзі ғылым болып, бағанағы бұрын тек неврология қарастырылатын еді ғой, потом нейроғылым шықты. Одан нейроғылым мидың қалай жұмыс жасайтынын зерттейтін ғылым саласы. 90-шы жылдарда осы ғылым саласы шықты. Одан кейін осы 2000 жылдардың басынан бастап университеттер уже соның бір саласы ретінде білім беру саласындағы нейроғылым деп бөліп алды. Сөйтіп, қазір көптеген университеттерде осы ақш пен именно Еуропада осы мамандық оқытылады. Бірақ біздің Қазақстанда ол әлі күнге дейін жоқ, өкініштісі. Бұл нені көрсетеді? Арасын қарасақ, 2000 жылдардан бастап қазіргі 2025 жылға дейін 25 жыл. То есть ол бұрында да солай болған. Бұрын мысалы шетелдегі нәрсе, именно ақштағы немесе Еуропадағы қандай да бір жаңа тенденция, әдетте 40-50 жылдан кейін Қазақстанға келетін еді, орталық Азия мемлекеттеріне жалпы. Бірақ қазір ақпараттандыру заманы ғой, ақпарат көп, оқып келіп жатырғандар көп, немесе бағанағы Инстаграм бар, басқа да әлеуметтік желілер бар, ақпарат тез тарайды.
бірақ дегенмен де қабылдау ұзақ процесс алады. Иә, қазір уже 25 жылда көруге болады, что біз бұл сала әлі күнге дейін университеттерде жоқ болса да, бұл саланы осы білім саласында жүрген мұғалімдер бар. Кәдімгідей тақырып қылып қозғап жүрген, айтып жүрген, семинарларда не істеп талқыға салып жүрген мұғалімдер бар. Олар қайдан көрді? Олар осындай ашық ресурстардан көрді, YouTube сияқты бағанағы. Немесе қарапайым тұрғыда мен мысалы өзім бардым, менде optional таңдап алатын элективті сабақтар болады ғой. Соның ішінде Cognitive Neuroscience and Classroom Practice деген сабақ болды. Именно сынып жағдайындағы, сынып практикасындағы когнитивті нейроғылым. Мен оны ешқандай нейросайенсқа қатысты бэкграундымның болмағына қарамастан просто қызық болды, қатты таңдап алдым. Басында айырмашылығы неде? Сонда ол мектепке қалай енгізіледі? Қызық нәрсе. Біз бұл нейросайенстың мақсаты осы күнге дейінгі қалыптасып қалған, то есть нейроғылым болмаған кезде де оқыту болды ғой, білім беру саласы болды ғой, мектеп болды. Бірақ и сол ғасырлар бойы, көп уақыт бойы біраз оқыту тәсілдері қалыптасты, методтар қалыптасты. Енді нейроғылым саласы сол бір оқыту тәсілдерінің барлығын қайта анализ жасап қарайды. То есть бағанағы ми қалай жұмыс жасайды, бірінші, ол қалай қайткенде эффективті үйренеді, информацияны қалай сақтайды, осы нәрселердің барлығын зерттейді, сосын бағанағы біздің қолданатын мектептегі әдіс тәсілдерімізбен салыстырады. То есть бағанағы мектептегі баланы оқыту үшін қолданып жатқан біздің әдіс тәсілдеріміз бағанағы ғылымның айтып жатырған жаңағы эффективті жұмыс жасау тәсіліне сәйкес келе ма, келмей ма? То есть біздің қолданып жатырған әдіс тәсілдеріміз дұрыс па, дұрыс емес па? Біз осыған анализ жасай аламыз, ол нәрсені білу арқылы, мидың жұмысын білу арқылы. И сәйкесінше бағанағы өзіміздің немізді, оқыту тәсілімізді бұрынғыға қарағанда эффективтірек қылу мүмкіндігі бар да? Өзгертуге алып келеді. Бізде ешқандай педагогика бар бізде, бірақ педагогиканың өзінде бұрынғы ескі ғылыми теорияларды өтеді, бағанағы пәленшенің теориясы, түгеншенің теориясы. Педагогиканы мойындау. Біз жақында Сенаттың талдау мектебінде 2 ай бойы орта мектептің инфрақұрылымына, мазмұнына қатысты аналитика жүргіздік тобымызбен. Бұйырса жарыққа шығады. Енді сол кезде бір нәрсе түсіндік. Қазақстанда неге орта білім артта қалып бара жатыр, өте төмен деңгейде, жыланышты деңгейде. Неге деген сұраққа біз мынандай жауап таптық. Себебі біз ескі әдістермен қалып қалғанбыз. Біз жай ғана білім беруге қатысты саясатымыздың өзін ескі әдістермен жасаймыз, және мектептерде, соның ішінде ғылымда біз ескі әдістермен қалып қалғанбыз. Сәйкесінше баяғы совет заманында бізді осылай оқытқан, біз де сендерді солай оқытамыз деген ол қазір жүрмейді. Неге? Балалар мүлдем басқаша. Тіпті мен өзім қазір университетте сабақ беремін, өзімнен бір 7 жас кішкентай адамдарға, бірақ мен 7 жас айырмашылығымыз, бірақ соның өзіне мен оларға қарап таңғаламын. Мүлдем басқаша, ойлану жүйесі, есте сақтауы, қабылдауы, оларға бәрі қызыл жасыл болу керек, оларға бәрі тез-тез 30 секундтан ауыстыру керек. Неге? Себебі бізде қазір өзіңіз айтып тұрғандай нейроғылым көрсеткенде клиповый мышление кетіп жатыр. Тез, жылдам, ақпарат тез кетіп солай болу керек. Балалар енді бұл кезде мен ғылыммен айналыспаймын ғой, нейроғылыммен. Мен білмеймін, ол балалар бір материалды ұзақ уақыт есте сақтау үшін не істеу керек екендігін. Шыны керек. Ал мектеп жасындағы балалармен мен елестете алмаймын. Сыныпта бізде мемлекеттік мектептерде 48 бала отырады, ол 48 бала жамырап жатқан кезде олар қандай әдіс тәсілді қолдана шыны керек, мысалы. Сондықтан ойлаймын, осындай бізге оқып келген адамдар, сіз кеткенге дейін де сабақ бердіңіз ғой, мемлекеттік мектепте. Сіз біздегі статус-коны көріп кеттіңіз, бұл жақтың шындығын қабылдап, барғаннан кейін сіз түсіндіңіз, бізге не жетіспейді, мен соны алайын, алып келгеннен кейін қазір Құдайға шүкір енгізіп жатырсыз. Барлық баратын адамдарда осындай позиция болу керек деп ойлаймын. Барлық барылатын адамдарда осындай қайтып келгеннен кейін game changer болу, бір сондай ниеті болу керек. Статистиканы көріп кетті, келгеннен кейін бір өзгеріс алып келді деген сияқты. Енді осы кезде сұрақ туындайды. Сол алып кеттіңіз, сол жақтағы тәсілдерді көрдіңіз, Қазақстанға келгеннен кейін тәсілдеріңізді өзгерте алдыңыз ба, сабақ беру тәсілдеріңізді? Және оны мектеп әкімшілігі қабылдады ма? Осы жерде кішкене бір резонанс деймін ба, сондай бір ситуациялар болды. Мен бітіріп келгеннен кейін мемлекеттік мектепке бардым ғой. Енді мемлекеттік мектеп білесіздер ғой дегендей. Білесіздер ғой дегеннің астына не жатыр? Ескі система, ескі жүйе, жаңалыққа ашық емес.
жаңалыққа ашық емес және кішкене андай үркіп қарайды ондай нәрселерге. Мысалы келгеннен кейін не бар, иә, біздің мектептен бүкіл мұғалімдердің жаңағы бөлмесі несі бар, КТП-сі бар, жылдық планы, жоспары. Иә, жылдық жоспары бар. И сол жылдық жоспар бойынша бүгін мына тақырыпты өтемін, ертең ана тақырыпты өтемін, осы план бойынша жүріп отыруым керек. Бірақ мен мен 2-ші тоқсанда келдім ғой. 2-ші тоқсанда келдім, и балалар маған 8-ші сыныптарды береді, сосын бастауыш сыныптар бар, 6-лар бар. Сөйтіп балаларға кірсем, әсіресе бана 8-ші сыныптарға кірем. Олардың жылдық планына қарасам, өтетін тақырыптарым, ана балалардың деңгейі арасы жер мен көктей. Мен мына ортадағы пробелді толтыру үшін біраз жұмыс жасауым керек та. Мен қазір барып план бойынша мына тақырыпты түсіндіруім керек, бірақ ол бала түсінбейді оны. Бірақ мен галочка қоя аламын былай. Мен түсіндірдім, болды, все деген сияқты әрі қарай өтіп кетуім болады. Бірақ ол бағанағыдай неге алып келеді? Кішкене педагог ретінде ұят деген нәрсе болады ғой. Сен галочка ретінде битіп кетесің, бірақ бала дым түсінген жоқ. Өзіңнің ұятың жібермейді да ол нәрсеге. Бірақ сен бұл планнан ауытқып кетіп, бағанағы ортадағы тақырыптарды түсіндірейін десең, сұраныс туындайды, иә. Жоғары жақтан контроль бар. То есть неге сен план бойынша жүрмейсің деген. Мысалы, андай нәрсе бар. Ертең сен больничныйға кетіп қаласың, сол кезде сенің орныңа басқа мұғалім келеді, сол кезде ол бағана сенің планға қарау керек. Не өтіп жатыр мына бүкіл 8-ші класстар бірдей планмен жүреді ғой. Бүкіл неше сынып бар, 6, 7, 8 бар ма, бүкілі бір планмен жүреді. Сонда анаған да беретін 8-дің мұғалімі маған беретін болса, ол уже біліп тұрады да менде қандай тақырып екенін. Өйткені өзінің планында сол нәрсе тұр, сол аптаға. И ол келіп, сразу сол тақырыпты өтіп кете алу керек бағанағыдай. Болмау керек та, мына тақырып өтілмей қалыпты деген сияқты. Сол үшін не істеуім керек, мен планмен жүруім керек. Мен не ғой, таза бар емес па, формализм ғой, формалистер ғана, для галочки көп нәрсені жасаймыз. Біздің мемлекетімізді құртып отқан осындай формальный мышлениедағы адамдар шыны керек. Ол жоғарғы білім саласында да менің ойымша бар сияқты көп университеттерде. Басты әйтеуір галочкаларын қойып шыққан тақырыптар болды. Әйтеуір курстан курсқа өткіздің ба, болды. Өтсін кетсін, дипломын қолына беріп, болды, қош сау бол. Бірақ ешкім контентке мән бермейді. Мағынасы дейді ғой, мазмұны, содержание, соған ешкім мән бермейді. Содан кейін бізде осындай енді контентке мән берем деп жатқанның өзінде, ол жас маман болып келген кезде сен контентке мән бересің. Мен үлкен бір андай бір алдыңа мақсат қойып келесің, мен осыларға сабақ үйретемін, мынаны істеймін, мен жаңашыл мұғалім боламын деген кезде сенің сол жасаймын деген дүниеңе қарсы келетін сырттан бірнеше нелер бар да. Жоғары әкімшіліктен келетін талап, сен осыны жоспар бойынша өткен жоқсың, сен өтпейтін болса, жаңағы педсоветті тұрғызып қойып деген сияқты болуы мүмкін. Екіншісі, ол саған беретін жүктемелер шашатып жібереді. Адамды мойындау керек. Барлық мектептерде бірдей деп айта алмаймын. Мысалы, кейбір мектептерде саған нақты бір ақшаны төлейді, сен сол ақшамен жұмыс істейсің, сенің жүктемең маңызды емес. Ал кейбір мектептерде сен жүктемеге үлгеремін деп, бірнеше сыныптарға сабақ беремін деп жүрген кезде, ондай бір әрбір балаға жеке назар аудару да қалып кетеді. Енді жаңағы формальность деген дүниеден шығады, одан кейін мынадай бір нәрсе болды, бір қызық. Бізде университетте оқып жүрген кезде, немесе айырмашылықты айтып кеттіңіз ғой, Қазақстанның білім беру жүйесі мен жаңағы шетелдік білім беру жүйесінің айырмашылығы. Инклюзивті білім беру негізі 1992 жылдан бастап бүкіл әлемдік білім беру жүйесінде Испанияда қозғалған болады. Ең алғаш рет осындай біз инклюзивті балаларға да біз сабақ беру керекпіз, олардың құқығын таптамау керекпіз деген дүние айтылды. Бірақ ол Қазақстанға бізге өте кеш келді. Оған дейін ол балалар үйден оқытылып жіберді, немесе ол балалар келеді, мектептің менің есімде ең артында отыратын сол балалар. Олармен ешкім араласпайды деген сияқты. Тіпті мұғалімнің өзі оған сабақ беруге бүйтіп тырыспайтын. Бірақ оған арнайы бір маман жүктелетін, яғни осы кісіге жауапты деген сияқты. Енді содан шығатын дүние, енді Қазақстанның білім беру жүйесіне біз инклюзивті білім беру жүйесін енгіземіз деп алып келді де, бірақ де-юре мен де-факто болды. Неге? Себебі университеттер ол нәрсеге дайын болған жоқ. Университетте мен 3-ші курста ғой деймін, біз оқыдық инклюзивті білім беру жүйесі, яғни осы сабақ оқытылды. Бірақ сабақ оқытылған уақытта не оның кітабы дайын болған жоқ. Біз енді ізденіп оқиық десек, интернетте қазақ тілінде ешқандай да ресурс болған жоқ. Мұғалім келеді, әйтеуір бар дүниені мынадай бар деген сияқты. Барлық мамандық бойынша. Иә, оны да мойындау керек. Сөйтіп келіп айтады, осындай инклюзивті білім беру, сендер балаларға назар аудару керексіңдер. Ол оның қолы болмаса да, аяғы болмаса да назар аудару керек. Бірақ ол мектеп оған дайын ба? Оған мұғалімдер дайын ба? Ол нәрсеге сұрақ қойған жоқ. Балалар негізі бөліп тастамайды.
қоғам дайын ба, одан кейін ата аналар бұған дайын ба, менің баламның сыныбында неге бұндай бала оқытылады деген сияқты нәрселер сұрақ ретінде қойылды. Сол себепті біз жаңағы инклюзивті білім беру дегенде бір курс оқыдық, ол үшін мемлекет бізге ақша төледі, біздің оқытушымызға ақша төледі, бірақ дегенмен де 100% сол менің алдыма инклюзивті бала келген кезде мен оған дайын болдым деп айта алмаймын, педагог ретінде, яғни жас маман ретінде. Қалып бара жатқан айырмашылық осы біздің шетелдік білім беру жүйесінен. Енді қазіргі университетте ол қалай оқытылып жатқанын білмеймін. Университет бітіргеннен кейін енді өзгерген шығар, бәлкім оқулықтар жазылған шығар. Оқулық болған жоқ, қарапайым. 92 жылы шетелде ол инклюзивті білім беру енгізілді, ал Қазақстанда әлі күнге дейін оқулық дайын болмады. Бұл жерде Назерке ханым бір нәрсені ескеру керек. Ол енді шыны керек, ол білім беру саласының проблемасы емес, ол қоғамның проблемасы. Ол біздің мемлекетіміздің өте үлкен сондай бір арта қалып жатқан тұсы. Бұл жерде ол кез келген салада, ол тіпті қазір біз жұмыс берушілер туралы сөйлесетін болсақ, ол сол деңгейде де бар проблема. Ол кез келген мектептен басталу керек қой енді, бірақ сол санасына сіңдіріп. 92 жылы Испанияда пайда болып бізде болмады дейсіз ғой. 92 жылы ренжімеңіз, инклюзивті адамдар былай тұрсын, инклюзивті емес адамдардың өзі аштан қалып жатты, шыны керек. Біздің халқымыз негізі білмеймін неге, тағдырымызға жазылған сондай шығар, біз өте көп қиындық көрген халықпыз. Соның ішіне 90-шы жылдардың өзі де қиын кезеңдер болды. Негізінен, мемлекет құлдырады, жаңа мемлекет орнап жатыр, ешкім түсінбейді, ешкімде ақша жоқ, свет жоқ, газ жоқ, білмеймін, ет жоқ, нан жоқ, бәрінде, мысалы, рекеттер жаңағы сондай. Ол кезде шыны керек, біз фундаментіміз енді қалану керек кезде біз ондай нәрселерге мән бермедік. Жоқ, 92-де қаланбаса да, бірақ кейін, одан кейін қалай болды, одан кейін не үшін ол келіп үлгермеді. Себебі бізде одан кейін басқа мақсаттар болды. Біз экономиканы құрып алуымыз керек, басқа нәрселерді қойып алуымыз керек деген сияқты. Бұл негізі инклюзивті адамдар ол қоғамның ашылық тобы ғой. Ал біз көпшілікке көп мән бердік та, көпшілікті бірінші шығарылайық, ашылыққа мән берілмей қалды. Ал білім саласындағы контент соның болмауы, ол барлық жерде бар, ол барлық мамандыққа қатысты. Соның бәрі шығып келгенде мына адамдарды біз қатты жіберіп алдық. Мен өзім инклюзивті бала ретінде 1 жыл үйден оқығанмын. Сондықтан мен бұл жерде толық эмпатия таныта аламын, ондай адамдарға, ондай балаларға, қаншалықты үйде өзімнің қатарластарыммен емес, алшақта оқығанның қандай екенін жақсы түсінемін. Өте қатты жаным ашиды, бірақ мен көп ойландым сол кезде, менде де болды, неге деген сияқты, неге олай. Енді баласың ғой ол кезде, мен подростокпын, 13 жаста. Неге мен 1 жыл бұлай оқуым керек деген сияқты менде сұрақ болды. Бірақ есейе келе, осындай бір үлкен анализ жасап, мен соны түсіндім. Біздің қоғам, орысша айтқанда, не до этого было біздерге. Біз басқа адамдарды көпшілікті тартамыз деп жүріп, осы ашылықты жіберіп алдық. Бірақ енді 50 жылда ел жаңа дейді, біз енді ғана 30-дан астық, 50-ге әлі жетпедік. Мен ойлаймын, қазір бізде Біріккен ұлттар ұйымының орнықты дамуының мақсаттары бар, тұрақты даму дейді, ЦУР. Солардың бір бағыты осы инклюзивті білім беру жүйесін көтеру, білім беру саласына қатысты. Ол үшін мемлекет қазір қолға алып жатыр. Жоғарғы оқу орындарына қатысты айтатын болсам, мен жоғарғы оқу орны қызметкер ретінде жоғарғы оқу орындарына кәдімгі аккредитация жаңағы сондай өту үшін қандай бір сертификация білмеймін, не өтеміз. Сол кезде міндетті түрде тексеріледі. Осындай ерекше жандарға арналған сіздерде қандай жағдайлар бар, жаңағы лифттар бар ма, аудиторияларда қалай деген сияқты, солардың барлығына үлкен мән беріледі тексерістер кезінде. Ал мектептердің деңгейіне келсек, Қазақстанда бізде мектеп жетіспейді. Астананың өзінде 2020 жылы 21 мың балаға мектепте орын жетіспеген. 3 ауысымды Қазақстанда 153 мектеп бар, мысалы. Енді ол 153 мектепке бала сыйдыра алмай жатқан кезде оларға лифт сал, тағы бір нәрсе деу, бұл бір үлкен орны тола алмай жатқан қателіктің үстіне тағы бір не болады да, қысым, қателік деген сияқты. Сондықтан бұның бәрі негізінен комплексный дейді ғой, сондай жүйелі түрде шешілу керек мәселелер, мозаика сияқты. Бірақ ең басы біз оған бет бұрдық, және сондықтан мен ойлаймын, осындай ерекше жағдайды талап ететін жандар үмітін үзбеу керек. Ол қолға алынып жатыр, және біз оған бір күні келеміз. Бірақ ол шетелде баяғыда болып кетті, бізде болмай жатыр деп, реніштен кішкене нету керек. Бірақ ақталатын сияқты. Қоса кетсем,
бағана айтып отырсыз ғой, ата аналар бар, неге біздің баламыздың сыныбында осындай Қабылдай бала алмайды, оқиды иә. деп айтады деген. Ондай ата аналарды былай қойғанның өзінде сол инклюзивті баланың ата аналары бар бізде, бір ата аналар бар, баласының инклюзивті екеніне арсынатын. Біздің мектепте мынандай бір ситуация болған, бастауыш сыныпта бір бала инклюзивті, бірақ бізде заң бойынша қалай, ол инклюзивті білім алу үшін, оған жеке бөлек оқу жоспары дайындалу үшін ПМК-дан қағаз алу керек. оған не істеу керек, қағаз, медициналық тұрғыда қағаз анықтамамен бару керек мектепке. Бұл бала инклюзивті деген. Бір отбасында андай жағдай болған, мамасы алғысы келеді баласына сондай қағаз, өйткені баласының сол өзінің қажеттілігіне сай білім алғанын қалайды мектептен. Бірақ әкесі қарсы. Әкесі айтыпты анасына, егер сен баланы инклюзивті деп жаздыртатын болсаң, мен сенімен ажырасам деген. Неге? Неге? Өйткені ата-аналар намыстанады, менің балам осындай инклюзивті, қандай да бір оның басқа балалардан ерекшеленеді деген нәрсеге олар арсынады былай қарағанда. Бұл бағана айтып отқан қоғамның проблемасы шынымен де. Мүмкін бұл жайлы түсінікті тұрғыда анықтама, дұрыс бір ақпараттандырудың жетіспеуі ма, қалғалым күйден түсінбей ма, ондай балалармен де жұмыс деген жасаса. статус берілген кезде ерекшелігін айта кетсекші, қалай? Яғни ол бала төмендетіліп кетпейді. Инклюзивті деген статус бергеннен кейін ол балаға біз қарамай қоймаймыз, бірақ ол балаға басқа балаларға қарағанда берілетін жүктеме азайтылады. Яғни мысалы тапсырма жеңілдетіп берілуі мүмкін, ондай балалар бар екенін мойындау керек. Ол манағы СДВГ болуы мүмкін, да, мысалы немесе гиперактивность болуы мүмкін. То есть СДВГ бір жерде фокусын ұзақ уақыт ұстай алмайды. Қасында бала бар, онда ондай симптом жоқ, синдром жоқ. Ол мысалы 30 минут бойы емін еркін бір нәрсеге фокус қоя алуы мүмкін. 30 минут бойы тапсырманы орындай алуы мүмкін. Бірақ бағанағы СДВГ синдромы бар бала қайтеді, ол 5 минуттан кейін артық уже фокус қоя алмайды. Ол қойғысы келсе де қоя алмайды. Сондай кезде ол тұрып, сыныпта айналып жүргісі келуі мүмкін. Рұқсат беру керек мұғалім. То есть ана жерде 30 оқушы отыр, 31-ші тұрып жүрсе, ана 30-ның бәрі тұрып кетеді деп қорқамыз ғой біз. Сондықтан не істейміз? Ананы 31-ші қылып отырғызып қоямыз. Осы жерде есіме түсіп отыр. Мен айттым ғой, үйден оқыдым бір жыл, сол кезде қандай болды. Мен оны жаңа сіз айтқан кезде барып ұғынып жатырмын да. Мен сол үйде оқығанға дейін менде бәрі 5 болған. Кәдімгі синдром отличника, сондай қыз болғанмын, бәрі 5, бәрі жақсы, болашақта алтын белгі аламын деген сияқты. Сол үйде оқыған жылы жаңағыдай тәжірибесі мол мұғалімдер үйге келеді. Мысалы биологиядан, тарихтан сабақ беретін апайларым бәріне көп рахмет, қыс демей, жаз демей үйіме келіп жүрді оқыту үшін. Олар енді мүмкін педагогикалық дағдылары мықты болғандықтан олар түсінетін да. Қарап отырсам, олар маған мен орындай алатын тапсырмалар беретін. Бір жерлерін білмей қалсам жарайды деп, мысалы, олар бір қосымша картинкалар, бірдеңелер алып келіп солай түсіндіруге тырысатын. Ал қазақ тілінен беретін апайым есімде жас мұғалім болды. Мен оған еш-жүзін танып жатқан жоқпын, өзім де жас мұғаліммін, бірақ ол кісінің ренішім жоқ, бірақ маған 4 қойды. Мен оған қатты қиналып, ойлаңызшы, бәрі 5 қойды, басқа мұғалімдердің бәрі, білмеймін, шын 5 пе, өтірік 5 пе, бірақ 5 қойды. Себебі біледі ғой менің сондай неге үміткер болып келе жатқанымды, олар мүмкін сенген шығар, алдағы уақытта жақсы оқып кететініме де осы жазылғаннан кейін. Қазақ тіл мұғалімі үшін 4 қойды? 4 қойды, білмеймін, сол үй тапсырмаларды дұрыс орындамай деген сияқты бір білмеймін. Мүмкін білмеймін неге, бірақ 4 қойды. Есімде енді ойланып отырмын да. Сол кезде ол маған тапсырмалар берген кезде ойлану керек болған шығар. Мына қыз үйінде жатыр, бұл ешкіммен сөйлеспейді, нетпейді дегенді да, мысалы. Негізі міндет бойынша да сондай, үйде оқытылатын балаларға тапсырма жеңілдетіп беру. Мүмкін сол кісіні ешкім солай қадағаламаған шығар деп ойлаймын. Сол жалғыз 4, менде қазақ тілден болған, өмірімде бірінші рет. Қатты қалып қойды және есіңізде? Есімде қатты қалды. Неге? Себебі сол жылы сол бір 4 болғанда мен алтын белгі алған жоқпын. Келесі жылы 8-ші сыныпта мектепке бардым. Қайтадан бәрі 5, қайтадан баяғы Аида, қайта оралды. 9-ші сынып, 10-ші сынып, 11-ші сынып, бәрі 5. Сол бір жыл бір 4 нәтижесінде алтын белгі болған жоқ. Мысалы да. Ол өмірде енді алтын белгісі де бәрі де құрсын, осыз-ақ Құдайға шүкір, жақсы жетістіктерге жетім, оған тірелген ештеңе жоқ. Бірақ бәрібір осылай еске түсірген кезде ойланады екенсің. Неге деген сияқты да. И бұл жаңағы, ол да сіз айтып жүрсіз ғой, оқулық жоқ, біз түсінбедік балаға қалай.
Демек шынымен де мәселе қоғамның ненің мәселесі да, менің мүмкін ата-анам да оны қадағаламай қалған шығар. Мысалы неге 4 қойын деп жатырсың, немесе неге 4 қойдың деген сияқты бір ондай болмаған. Енді мен әке-шешемді түсінемін, оларға ең бастысы мен аман сау болсам болды, ал басқа мұғалімдер білмеймін, оның жұмысына араласа алмайды. Ана қыз өзі мүлдем енді білмеймін да. Мүмкін ол кісі де білмеген шығар. Ол кісі де түсінбеген шығар, қаншалықты бұл маған қатты болатынын, мысалы бататынын немесе деген сияқты. Бірақ дегенмен де әсер еткен. Әсер еткен, және мен ойлаймын, мысалы қаншама сондай балалар қазір қиналып жатыр. Сондықтан шынымен мән беру керек, қолға қаттырақ алу керек. Бірақ лифт салып, балаларға өзгеше бір назар аударатын мектептер бар енді. Ондай жоқ деп, таза жоқ деп айтуға келмейді, бірақ дегенмен сол бағытта біз бет бұру керекпіз деген ойды айтқым келді. Контентте, мәселе контентте, дайындықта. Енді осы контент дегеннен шығады. Енді білім құқық саласында жұмыс жасап жатқаннан кейін жаңа подкасттың алдында да сөйлесіп жатырмыз ғой. Мектепте ең негізгі біз білімнен бөлек алып шығу керек біздің бойымызда болу керек скиллдардың бірі ол құқықтық сауаттылық, ол қаржылық сауаттылық, ол жалпы саяси сауаттылық. Енді саяси сауаттылықтың қаншалықты маңызды екенін білмеймін, бірақ дегенмен де құқықтық сауаттылық пен ол қаржылық сауаттылық. Мен 9-шы сыныптан бастап бізге құқық сабағы қосылды. Бірақ құқық сабағы бізде үнемі тарих сабағы болып өтетін. Ұлттық бірыңғай тестілеуге біз дайындалатынбыз құқық сабағы. Ешқашан бетін ашып, мен мына елдің құқық беру білімі мынадай немесе мынадай деген ондай бір айырмашылық болмады. Құқық деген сабаққа мен университетте ғана қызықтым. Себебі оқытушы бізде өте жақсы адам болды. Енді қазір бізде өзіңіз енді процесс саласында жалпы байқайтын шығарсыз біздің азаматтардың қаншалықты құқықтық сауаттылығының төмен екендігі. Қарапайым ғана арыз жазғанның өзінде, я болмаса өзінің бір талап етілген мемлекеттен беріліп тұрған бір нәрсесін талап ету жоқтығының ол негізі түп тамыры ол мектепте болу керек еді. Яғни құқықтық сауаттылықтың бір базасы осы мектепте оқытылу керек еді. Бірақ неге бізде құқықтық сауатты шығып жатқан жоқ? Ол балабақшада қалыптасу керек нәрсе. Енді бұл да үлкен негізі комплексті проблема. Ең негізгілерін атап кетейікші проблемалар болса. Біріншіден, мектепте оқытылатын құқық пәнінің бағдарламасы дұрыс емес бізде. Енді қараңыз, не себепті? Ең қарапайым мысал айтайын. Балалар, жасөспірімдер 14 жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Мысалы, адам өлтірген үшін, зорлаған үшін деген сияқты. Ауыр қылмыстар үшін. Ауыр қылмыстар үшін. Енді оған бірақ біз мектептегі құқық сабағында адам өлтіруге болмайды деген нәрсені түсіндірмейміз. Немесе жауапкершілік бар екендігі туралы айтпаймыз. Жаңағы психология, педагогика бір нәрсе дейді, бірақ ол оны көшеде жасап қойса, білмей мысалы да, тіпті ол жауапкершілікке тартылады. Осындай нәрселер бағдарлама дұрыс емес, біріншіден. Ал бағдарламаны түзетуге ниет бар. Мысалы, біздің өзіміздің университетімізден командамызбен ұсыныс жасағанбыз ағарту министрлігіне, бірақ оны ешкім қабылдағысы келмейді. Ол бағдарлама қашан жазылған? Біраз жыл болған ба? Ол бағдарлама жыл сайын өзгеріп отырады. Кім тендер жеңіп алады, сол ақшасын алады, әйтеуір бір бағдарлама жасап береді. Кімдер нақты жасайтынын білмеймін, шын керек компаниялардың аттарын атай алмаймын, бірақ бұл чист ақша істеу. Және сол ақша істеп отырған адамдар осы халықтың сауатсыз болғандығына тікелей әсер етеді деп ойлаймын. Екіншіден, мектепте сабақ беретін мұғалімдер кім? Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, білмеймін, психолог апай. Көбіне тарих мұғалімі сабағы жетіспей қалған мұғалімдер, әйтеуір жаңағыдай өзін танудан беретін апай деген сияқты адамдар құқық туралы түсіндіреді. Олардың өздерінің құқық деңгейі қандай, мысалы да, сұрақ. Сондықтан барынша тырысу керек, жоғарғы оқу орындарының ең болмағанда жоғары курс студенттерін тартуға сабақ беруге, өзі аптасына болады 1-ақ сағат қой. Немесе практиктерді кіргізіп. Практиктерді білмеймін, басқаша жол іздеу керек бұған. Үшіншіден, біз бұл пәнді келіп тек қана 9-шы сыныптан бастап оқытамыз. 9-шы сыныпта ол бала қалыптасып қалған, біраз психологиялық тұрғыдан білесіздер, подростықтан сәл өтіп ересек болайын деп жатқан кезі, былайша айтқан кезде. Ал біз оған дейін ол балаға не айтамыз құқық туралы? Ол бала негізінен балабақшадан бастап түсіну керек. Құқық деген ол негізінде тек қана жазылған заң емес. Құқық субъективті мағынасында ол сенің бостандығыңның шеңбері, сенің мүмкіндіктерінің шеңбері. Басқа біреудің бостандығы басталғанда сенің бостандығың бітетінін түсіну керек. Бірақ оны бала
бұл тек қана жаңағыдай бір құқық заң деп емес, ол санасында соны түсіну керек, физикалық бостандық қандай екендігін. Ол садиктен бастап берілу керек. Мен бір қуантатыны осы YouTube көретін балалар бар ғой, кішкентай балалар. Солар қазір көп кішкентай болып алып, өздерінің праваларын жаман качачеседі. Мектепте көп ондай бізде балалар, иә. Неге деп ойлаймын ғой. Сөйтсем олар ана американдық, шетелдік нелер мультфильмдер көреді ғой. Сол мультфильмдерде оларға сондай бір контекст береді. Ал біздегіше, біздегілер, біздің контент оған әлі жеткен жоқ, өкінішке орай. Және біз балабақшадан бастап осыны қолға алу керекпіз. Енді мен құқықтану маманы ретінде осындай позициям, азамат ретіндегі және болашақ ана ретіндегі, мен қалаймын балаларымның балабақшадан бастап өздерінің шеңберлерін білген, өзге адамның бостандығын құрметтей білгендігін. Енді бұл жерден бірақ тек қана құқық мамандарын ғана қатыстырмау керек, бұған бәрін қатыстырып үлкен бір ақылдасу жүргізу керек. Психологтарды, педагогтарды, жаңағы мүмкін дінтанушыларды барлығын араластыру керек та, бәрін ойын тыңдау керек негізінен. Бұл бағдарламаны құруға қатысты. Қазір білем, мектептің бағдарламаларын қарасам, құқық факультетінде юристтерге оқытатын нәрселерді оқытып жатыр. Ол оған керек бола ма, керек болмай ма, маңызды емес. Бірақ оны оқытатын адам оны өзі түсіне ме, түсінбей ме, әйтеуір бір сондай деңгейде өкінішке орай қалып қалған. Осындай проблемалар бар, оны айтып жүргенімізге бір көп болды, шыны керек. 4-5 жыл болды. Садик демекші есіме түсіп отыр. Англияда оқып жүрген кезде садикке жұмысқа барғаным бар. 2-3 ай парт-тайм жұмыс жасағанмын. Мектептерде ассистент болып істедім. И садиктерде тоже ассистент болып. Өзіме қызық болды. Ол жердегі мақсат ақша табу емес, мақсат көру болды. Мектепті ішінен көру, садикті ішінен көру, қалай жұмыс жасайтын системасын бәрін зерттеп қарау. Айырмашылық бар ма? Кәдімгідей біздің садиктермен? Бар. Сонда жаңағы садиктерге демекші, кішкентай балалар, 2-3 жасар балалар, бірақ болады ғой, мысалы, қасындағы баланы ұрып жібереді, немесе оның бір нәрсесін тартып алады. Сол қасындағы баланы ренжіткен кезде анағы жаңағы тәрбиешілер келіп, ана балаға кешірім сұратқызатын. То есть біз досымызды олай былай айтпайды, айтқан кезде сен досыңды ренжітпе емес, былай біз деп айтатын. Біз досымызды ренжітпейміз. We деп бастайды, әңгіменің басын. Біз былай жасамаймыз, осылай. Сосын жаңағы балаға кешірім сұратқызады. Ол жердегі мақсат түсіндіру, сенің істеп жатырғаның дұрыс емес. А бізде қалай? Бала ғой. Бізде басында бір видео шықты ғой, көрдіңіздер ма? Бір 3-4 кішкентай 4 жастағы ма балалар, бір баланы жерге құлап қалған, басынан теуіп, үстінен секіріп, сондай видео көрген. Балабақшадан сондай жасалған. Балабақшада кішкентай 4 жасар балалар. Соған ата-аналардың реакциясы бізде бала ғой деген сияқты да. Ол жерде не істейді? Ал егер бала бағанағыдай түсінбей жатырса, болады ғой. Немесе бағанағы қателікті қайтадан жасап жатырса, онда жазалайды. Жазалау ұру емес, ешқандай. Просто ана жерде балалар ойнап жүрсе, ол баланы тәрбиеші алады да қасына отырғызып қояды. Сен ойнамайсың. Санкция, жарты сағат сен ойнамайсың. Бұл саған жаза. Бағанағы қателігіңді қайталағаның үшін, немесе мойындамағаның үшін деген сияқты. Бірақ енді одан сабақ ала ма? Алады, өйткені балаға не керек? Ойын керек, 2-3 жасар балаға. Қоғамға бейімдейді ғой. Олар көрсетіп жатыр, қоғам сенің бұндай әрекетіңді қабылдамайды деп. Ал бізде ше, түк етпейді, бала ғой, біздің жалғызымыз, жаңағы бетіне қарап әйтеуір күліп. Біздің балалар рахмет пен кешір деген сөзді кішкентай балалар білмейді. Біз үйретпейміз өйткені. Немесе оларға кешірімді қараймыз ғой, бұлардың білмеуі жарайды, бұл бала ғой деген сияқты. Мен таңқалғаным оларда кішкентай 2-3 жасар балаға бір комплимент айтқан кезде рахмет айтқаны бар. Thank you. Осылайша. Олар үнемі рахмет айтады және үнемі кешірім сұрайды. Яғни біреудің жұмысының ақысын біледі, иә? Thank you мен sorry всегда олардың сөздік қорында. Ол 2-3 жасар болса да. Екінші бір таңқалғаным, 2-3 жасар бала кітап оқып беруін сұрайды. Жүрмін осылай жаңағыдай, кейбір балалар енді кітап оқығысы келді. Сосын маған айтты, өздері оқи алмайды ғой. Кітап оқып беріңізші деді. Сосын ана жерде 5-6 баланы, бір топ бала ойнап жүр. Мен 5-6 бала жаңа кітап оқығысы келіп тұрған, алып кеттім өзіммен бірге. Жүгілдағыдай десеңші. Ішке апардым да, сосын полкада кітаптар тұр. Өзіне таңдау бересіз, иә? Сосын қайсы? Мынау деген сияқты көрсетеді, сосын алам, аналар отырып етіп тыңдап, мен олар отырам да ашып оқимын кітапты. Сосын сұрақтар қояды. Ана жерде қалай? Қандай жақсы балалар. Қандай жақсы садик немесе. Мен өзім қатты таңғалдым. Біздегі баланың психологиясы мен ол жақтағы балалардың психологиясына кітапты сұрағандарына мен қатты таңғалдым. Ол қандай олар бөліне ма жаңағы
мемлекеттік садик, жекеменшік деген сияқты оларда? Бөлінеді, мемлекеттікте бар, жекеменшікте бар. Сіздің садик қандай? Мектептерге қара, мектептерде де студент солай бөліне ме, мемлекеттік пен жекеменшік болып? Бөлінеді, иә. Мектептерде жекеменшік бар, сосын не бар? Академия и бағанағы мемлекеттік мектептер бар. Бірақ жекеменшіктің үлесі көп па? Жекеменшік, енді ол жақта академиялар көп деп ойлаймын. То есть қандай мектептер, олар жекеменшік емес, то есть жекеменшік, бірақ оларды мемлекет қаржыландырады. Бірақ ішіндегі жүйесінің барлығы өздері құрастырады. То есть мемлекеттің беріп қойған стандартты бір стандартизациясы жоқ. Беріп тастаған ғой. Иә, Бізде де негізі университеттерге сондай бір еркіндік беріп жатыр, мемлекеттен бөлек. Енді осы кезде бір заңды сұрақ қояды, айтпақшы. Мемлекеттік мектепте де істеп көрдіңіз, жекеменшік мектепте де істеп көрдіңіз. Мұғалімге қай жақта еркін, қай жақта немесе жаңағы шетелден оқып келген нейро жүйелерді енгізуге мүмкіндік беріп. Бола, мен айтсам жауабын де. Жоқ, енді салыстырмалы түрде. Мүмкін мемлекеттік мектептің де бір берері бар шығар жекеменшік. Берері бар, оны байқадым бар екенін. Бірақ еркіндік жағынан келген кезде жекеменшік мектепте әрине. Өйткені егер сен творческий мұғалім болатын болсаң, жаңашылдыққа қалап тұратын, бір нәрсені өзіңше жасағың келіп тұратын, жүйеге бағынғың келмейтін, онда мемлекеттік жүйедегі система сені қысады былай. И тұншығасың. Онсыз да тиктокта ғана химияны тиктокпен түсіндіретін, я болмаса тарих сабағын аниме қылып өтетін, дәл сондай мұғалімдерді жинақтап қай мектепте істейді екен деп қарасаң, көпшілігі жекеменшік мектептерде істейді. И жекеменшік мектепте былайша мұғалімге сенім бар. Сенің үстіңнен үнемі бүйтіп 24/7 контроль жоқ. Енді мемлекеттік мектептерде 24/7 контроль демеймін, бірақ все-таки бар ол жерде. Мемлекеттік мектепте, жекеменшік мектепте сенің бағанағы оқу жоспарыңа араласпайды. Сен баланың қажеттілігіне сай өзің құрастыра аласың. Сабақтарда асығыстық жоқ. Мысалы, мен бір тақырыпты бүгін меңгеріп, үйретіп үлгермей қалсам, келесі сабақта тағы жалғастыруыма болады. Ол үшін ешкімнен рұқсат алудың қажеті жоқ. То есть бұл жақтарына келген кезде тереңірек тыныстауға жекеменшік мектепте мүмкіндік көбірек. Бірақ мемлекеттік мектепте бағанағы уже осының қарама-қарсысы ғой кішкене. Но мемлекеттік мектептің бір жақсысын айта кетейін. Ол жерде андай бізде көбіне мына олимпиада, семинар, түрлі конференция деген нәрселердің барлығы білім саласындағы мемлекет ұйымдастырады ғой. Немесе жекеменшіктер ұйымдастырған күннің өзінде олар мемлекеттің білім әр қаланың, облыстың білім бөлімдеріне жібереді ақпараттандыру. Сосын олар не істейді? Мектептерге таратады. Мектептер келгеннен кейін мұғалімдерге таратады. То есть ол жерде сенің андай жалпы мемлекетте болып жатырған манаға конференция болсын, түрлі ғылыми шаралар, басқа да педагогикалық шараларды біліп отырасың, және қатысу мүмкіндігің де жоғарырақ болады. Білгеннен кейін қаласаң қатысасың, қаламасаң қатыспайсың. Бағанағы курстар қаламасаң деген аз сияқты, бірақ мемлекеттік мектепте. Иә. Жоқ, енді там конференция, семинар болатын болса, ол жерде қатты бір мәжбүрлемейді ғой. Барғың келсе, барын спикер болып, немесе тыңдаушы болып деген сияқты. Енді кейде болуы мүмкін, зорлап жіберуі мүмкін де. Ондай бар өтеді. Кейде ма? Көбінесе ма? Жоқ, көбінесе. Бірақ мен өзімді ешкім етіп қинап жібермепті. Мен қарасам, облыстық семинарларда мен спикер болдым. Осы нейроғылым саласында қабылдау қалай болды? Жасағаным бар. Презентация жасағаным бар. Біздің мұғалімдер жақсы қабылдады бұл нәрсені. Қатты қызықты. Керек әрине, себебі олар түсініп жатырған Z-Net деген ұрпақтармен қалай жұмыс істеу керек. Сонда аудиторияға өтті, ол тақырып қызығушылық бар екен, бірақ әрі қарай соны алып жүру керек та. Осы жерде жекеменшік мектепте жүрген кезде бір андай хабарсыз қалады екенсің. Мемлекетте не болып жатыр, жаңағы білімнің несінде не болып жатыр. Бірақ дамуға қарапайым тұрғыда мемлекеттік олимпиада бар ғой. Сол олимпиада басталып жатыр ма, аяқталып жатыр ма, дым хабарың жоқ. Сен өздігіңнен іздене аласың әрине. Бірақ көбіне жекеменшік мектептер өзінің ішкі кухнясымен әуре болады да, немесе олар андай бір международный бір шараларға қатыстырғысы келеді оқушыларын. Сондай нәрселермен әуре болып жүреді. Басқа мемлекеттің ішіндегі жаңағыдай болып жатырған нәрселерден кішкене бейхабар қалады екенсің. Бағана сіз істеген садик ол мемлекеттік болды ма? Есімде жоқ. Мемлекеттік па, жекеменшік па? Яғни садикті көру деген ғана не мүдде болғанда, одан кейін қарамаған ғой. Енді үшеумізге де бір ортақ бір қосатын нүкте,
қарсылық нүктесі деп баяғыда жиі айтатын едік қой. Қосатын бір нүкте ол дебатқа қатысқанымыз шығар біздің. 2000 қай жыл екені есімде жоқ, бірақ 2020-21 жылдар аралығында осы дебатқа мемлекет тарапынан үлкен үлес қосылды. Себебі сол уақыттағы министр өзі ол үлес қосылмай-ақ қою керек негізінде. Жоқ, пайдасы да бар оның. Сол уақыттағы министр, ол кезде білім министрлігі болған, білім министрі өзі университетте дебатпен айналысқан, осындай дебатты жандандыру керек деген нәрсені айтты. Сол себепті дебатпен айналысып жүрген өзі бұрыннан да дебат клубтарын ашып жүрген мектептерге қатты бір қиындық туындаған жоқ. Бірақ дебатқа мүлдем бейхабар, бірақ дебат ашу керек деген білім басқармасынан талап түскен кезде көпшілік мектептер іздей бастады. Мүмкін болған жағдайда, қаржылық жағдайы жақсы болған кезде шақырды, яғни әртүрлі дебатерларды университеттен шақырды, бұрыннан дебатпен айналысқан адамдарды шақырды. Бірақ кейбір мектептерде болды, сен қалай да осы дебатты үйретесің деген. Енді соның пайдасын қарайықшы, негізі бұл жақсы нәрсе еді. Дебатты мектептен бастап айналысу, соның бірі өзіңіз, Аида ханым, мектептен бастап айналыстыңыз дебатпен, қандай пайдасын алып келді? Сіздер мектепте ойнадыңыздар ма? Мен ойнаған жоқпын, мен университетте білдім дебаттың бар екенін. Мен таңғалғанмын негізі. Менің енді білмеймін, елдің бәрі білетін сияқты мен дебат тарихымда, шыны керек. Тағы бір рет айтып өтейін, жарайды. Білесіздер, мен бағана айттым, бір жыл бойы үйде оқыдым. Содан кейін мектепке қайтып келгеннен кейін мен енді бейімделу керек еді ғой қоғамға. Бірақ қоғамға бейімделу басында кішкене қиын болды. Сосын біздің мектебімізде 2013 жылы қыста, міне 11 жыл болыпты, биыл дебат клубы ашылды. Бізге тарихтан сабақ беретін ағайымыз өзі жақсы көреді, сол бұрында кезіндегі Азамат деген программаларды қатты жақсы көреді. Болат ағайға сәлем. Сол кісі балалар сондай бірдеңе ұйымдастырайық, сендер сөйлеуді үйрену керексіңдер деп, ол кісі өте сауатты, өзі заңгер мамандығын еңгерген, сондай. Сөйтіп мен де қосты, Аида кел деп. Ол кісінің мен ойлаймын бір педагогтық жаңағы бір түйсігі, мына қызды қосу керек деген. Аида жүр бізбен бірге. Мен 8-ші сыныппын ғой, жоқ, жүре бер деп. Сөйтіп үйдің қасында университет СДЮ, Сүлейман Демирел университет бұрынғы қазір СДЮ. Сол жерге алып барды. Біздің мектебімізді бітірген түлектер сол жақта оқып жатқан еді, студент болып. Солар бізді тартты, қосты, араластық, неттік, бүйтік форматтарын үйретті. Сөйтіп мен 8-ші сыныптан 2-ші курсқа дейін дебат ойнадым. Сонда бір 6 жыл ма, 7 жыл ма. 3-ші курста да тиіп қашып барып жүрдім. Кейін 4-ші курста бәрін толықтай қойып кеттім. Әлі күнге дейін бірақ дебат адамдармен араласып тұрамын, сөйлесіп тұрамын, дебатер қыздар жазады. Орта қалыптастырып берді. Орта бар. Енді мектепте ойнағаным қалай әсер етті, Білесіздер, мен 8-ші сыныпта сол дебатқа барғаннан бастап мен заңгер болуға дайындалдым. Соның ішінде сотта қорғайтын заңгер болуға, қазір адвокатпын, білесіздер, мен жұмысым тікелей соттармен байланысты, ал соттағы жұмыс ол тікелей сөз сөйлеу, сендіру, қорғау. Сенде ол навык болмаса, сен жетістікке жете алмайсың. Сәйкесінше мен сол кезде сол дағымды қалыптастырдым. Көпшілігінде сөйлеу, соның ішінде адамдарды нандыра білу, өзіңе сендіре білу, осы қабілеті өте қатты жақсы қалыптасты менде. Бірінші. Екінші, нетворкинг. Неше түрлі Қазақстанды аралап, Семейге, Ақтөбеге турнирларға бардық. Барған жерде, қасында әке-шешең жоқ, тек қана ағай, сосын өзің сияқты көз жанып жүрген дебатерлар, барлығы сөйлеген жақсы көреді. Солармен танысып, сондай общение, печенье, барлығы. Нәтижесінде қазір менің өте көп достарым бар. Әлі күнге дейін араласамыз, 10 жылдап танитын адамдар бар. Сол 8-ші сыныпта танысқан қыздар, жігіттер бар, неше түрлі жерде жұмыс істейтін. Сондай бір дағды қалыптасты, барған жерде нетворкинг орната білу. То есть мен өте ашық адам бола бастадым. То есть бір жыл мектепте болмаған адам деп маған қарап айту негізінде қиын болды, шыны керек. Себебі өте ашық, бәрімен тез тіл табысып келеді, сөйлесіп кетеді. Егер ұрсам десе ұрсып қала салады. То есть сондай өте ашықтық, осындай қабілет. Бірақ ең бастысы оқушы үшін мені ойлайды, бір жекеменшік мектепті бітірген сондай қыз шығар жоқ. Кәдімгі ауылдағы қарапайым мектепте оқыған қызбын. Бірақ бұл не болды? Бұл үлкен болашаққа деген трамплин. Бұл тұлға болып қалыптасудың үлкен мықты фундаменті. Себебі мен 8-ші сынып кезімде түсіндім, мен өзімнің ойымды ашық айта аламын. Мен кез келген нәрсеге аналитика жасай аламын, екі жақты ойлана аламын, за, против, қалай болады деген сияқты
критикалық ойлану жүйесі қалыптасты, сөз сөйлеу, бірді сендіру, біреумен бір деңгейде сөйлесе алу деген сияқты лидерлік қабілет. Себебі мектепте 4 жыл мен президент болдым ғой деймін дебат клубының. Сол кезде өзімнен кішкентайларды қалай басқару, оларға лидер болып қалай нету, әлі күнге дейін мысалы 11 жыл өтті иә клубтың ашылғанына. Клубымыз жылдан жылға үлкейіп келе жатыр екен. Сол кезде біздерге тасын қалаған қазір 50 адам бар дейді. Сосын кіргісі келіп жүрген тағы бір 50 адам бар дейді. Мысалы, одан ол 8-ші сыныптан бастап, ал одан төменгі сыныптарда қосылғысы келіп жатыр екен. Соны берсе үлкен жоба қылып, бастауыш сыныптан бастап біз клубтарды junior, middle деген сияқты қалыптастырғымыз келіп жатыр, түлектер болып. Бірақ ол үлкен жұмыс, иә. Бұл нені көрсетеді? Бұл мүмкіндік. Балаға мүмкіндік. Енді студенттік деңгейдегі пікірсайыс ол кішкене басқаша. Ол жерге адамдар тек қана нетворкинг үшін, көңіл көтеру үшін, сол үшін барады көбінесе қазір. Даму тетігі деп көрмейді. Бірақ мектептегі балалар үшін бұл қазір бірден бір даму тетігі. Сондықтан бұл құрал негізінде. Соны дұрыс тиімді пайдалана білу керек. Себебі жаңағыдай айтып тұрмын ғой, олимпиада сондайдан бөлек осы пікірсайыс адамдардың көзін ашады, балалардың көкірегін оятады, иә. Білімге, өзінің тұлға болуға, азаматтық позициясын қорғауға деген сияқты бір фундамент қалыптастырады. Бұл өте жақсы нәрсе. Дайын тұрған кейс қой негізі. Бірақ біз Аймағамбетов мырза, министр бұрынғы, ол кісінің идеясы жақсы болды, бірақ оның іске асуында проблемалар болды. Және бұл жерде маған ұнамайтыны, бұны айту керек деп ойлаймын. Айтпай қойын қандай партиялар екенін де. Белгілі бір ұйымдар бар, құрылып алды, дебаттың атын жамылып, енді дебатерлар көп біз, құдайға шүкір, қазақстанда өте көп дебатерлар, иә. Екінің бірі дебатер, иә. И оларды жинау да оңай. Соларды жинап алды да өкінішке орай теріс мақсаттарда пайдаланды деп мен айтам. Неге? Себебі мен енді заңгер болғаннан кейін шет қырын білесің ғой. Кейбір пікірсайыс проектлеріне миллиондап ақшалар бөлінді, да, мысалы. Оның сұрауы болған жоқ, шыны керек. Ол ақшаны былайша айтқан кезде дұрыс емес бағытта пайдаланып, сол дебаттың атын жамылып ақша істеген адамдар, мен ойлаймын, бір күні болмаса бір күні әйтеуір жауап беруі керек негізінде. Енді мектептегі дебаттың өзінде бірнеше жүйелер болды. Мысалы, кейбір өзі дебатпен айналысқан оқушыларға пайдасын көре тұра, осылар да дебатпен айналысыншы деген жетекшілер болды. Бұл бірінші. Екінші, мына жақта жетекшілер болды. Яғни ол бәрібір жұмыс істегеннен кейін ол жұмыстың ақысы болу керек деген мұғалімдер болды. Бірақ оларға міндеттейді, сен істейсің, жасайсың, саған ешқандай ақша төленбейді деген. Бұның өзі дебатқа деген бір теріс көзқарасты алып келді. Бірақ сіздің жаңағы кейсіңізді қарайтын болсақ, құрметті дебат жетекшілері, бұл негізі өте әдемі кейс, яғни best practice. Мен негізі ойланып жүрмін, Назерке ханым, біздің осы best practice-ті, Болат ағайды алып бұйырса, ата-аналарды алып, себебі бізге ата-аналар келіп алғыс айтқан. Өздеріңіз білесіздер, жақында Нұржан Оңғаров деген жігіт болашақпен оқуға кетіп бара жатыр, заңгер. Оның кейсін айтып берейін, кішігірім. 8-ші сыныпта көзі жанып келді, мені дебат клубына алыңдаршы деп. Ал бізде бір завуч болды, ол кісіде осыны көріп қалса, ол кісіге де сәлем, қоймайтын дебатерларды. Сендер жинап алып не істейсіңдер, сабақ оқымайсыңдар, анау-мынау. Сосын маған келіп айтады, сен өңшең троечниктерді жинап алғансың дейді. Сосын мен ашуланып келдім, бірақ мен өте қатал президент болдым. Елдің бәрінің тарихында сондай қалған шығармын. Мен келдім де айттым, 1.90 осы 3-теріңді жоймайсаңдар, дебат клубынан шығасыңдар. Болды. Себебі мен шаршап кеттім. Өзім сол кезде олардың 1-2 класс па жоғарымын. Нұржан келген, ауылды бәрі өзі де мойындайды. Мен Нұржан қалмайсың. Сосын білмеймін не болған. Олар дебатта сөйлеуді үйренді ғой. Ал сөйлеуді бір үйреніп алған адам оның азартына кіріп кетеді ғой. Содан үйден кітапты оқып алады екен да, сыныпқа келіп дебатта сөйлегендей сабақ айта бастаған. Мұғалімдердің бәрі шок, бәрі келіп, үйде ана баланы қалай өзгертіп жатсыңдар, қалай өзгертіп жатсыңдар. Айтам, біз оны өзгертіп жатқан жоқпыз. Ол өзі саналы түрде өзгеремін деп шешім қабылдады. Білімнің керек екенін түсінді, яғни. Білім былай тұрсын, ол түсінді өзінің адам екен, азамат екен, тұлғар екен. Біз оған клубта сондай құрмет көрсеттік. Ал сендер педагогтар жүрген, оған ондай құрмет көрсете алмадыңдар. Троечник дей бердіңдер. Ал мен оны айттым, сен жақсы азаматсың, бірақ сен троечниксің. Сен сол үшін оларға ұнамайсың, бұл жерде қала алмайсың, иә? Бірақ біз сенің сөйлегеніңді қалаймыз. Саған соны үйретуге дайынбыз. Біз оған сенім артық, үміт артық. Сәйкесінше ол 1.90-да 3-тердің бәрін жойды. Ода 4 пен 5-тер пайда болды тіпті. Солай 8-ші сынып, 9-ші сынып, кейін 10-11-ді
толықтай қызылға бітіріп шықты. Университетте де Университетте де жақсы бітірді. Университетте бірінші, екінші курста платныйда оқыды, сосын үшінші курста грантқа ауысып алды. Қазір міне 1 жыл жұмыс істеді, өте жақсы фирмада, халықаралық фирмада. Бұйырса Құдай деп болашақпен оқуға кетіп бара жатыр. Сол баланы мен өзім, ол менің інімнің сыныбында оқыған, бірінші сыныбынан танимын. Өмір тарихын көрген адам ретінде мен айтамын, сол best practice-ті біз тарата аламыз ауылдың мектептеріне, Қазақстанның мектептеріне. Менің үлкен арманым бар соны жасау, бірақ қазір қауқарым жетпейді, материалдық тұрғыдан, басқа тұрғыдан. Бірақ бір күні қолыма бір сондай не келген кезде мүмкіндік, мен соны таратқым келеді. Яғни дебаттың пайдасы. Ауылда жүрген осындай балалардың көзін ашып, көкірегін ашып, оларға трамплин бола алатын құрал. Бірақ өтініш осындай дебатты жаңғырту керек деп жаңағыдай неше түрлі партияның астындағы ұйымдар өтініш, одан ақша ұрлаудың қажеті жоқ, оның атын пайдаланып. Себебі дебатқа қазір соның кесірінен теріс көз қарас пайда болып жатыр. Тіпті мен өзім уже кейбір дебатерларға шыны керек қарауға жеркенетін дәрежеге. Енді ол дебаттың емес, дебаттың ішіндегі адамдардың бір кінәсі шығар. Кейбір адамдардың сондай бір нәрселерге бейімделіп кету, өзінің атын шығару үшін сондай заттарға баруы ол дұрыс емес. Енді бұл мектеп дебатының кейсі. Айнұр ханым, сізге әсер ете алды ма дебат? 2 нүкте қоса кетейінші. Екі қарсылық нүктесі. Бірінші, өңірлерде дебатты дамытқымыз келеді. Әсіресе ол дебатерлардың ішіндегі бір қатты қалау да. Дебат үнемі жүрегімізде қалды. Алғаш мектеп кезімде мен дебаттың не екенін білген жоқпын. СДУ-ға келіп білдім, дебат деген не, қалай, маған ұнады. Сосын уже университет бітіретін уақытқа қарай ойлап бастадым, ертең Ақтауға барған кезде, Ақтаудың да дебат клубтарын ашсақ мектептерден. Осылай балаларды дамытсақ, өйткені біз көрдік қой, бізде сөз семсер болды СДУ дебат клубында. Бүкіл мектептерден дебат клубтарын ашсақ, волонтерлық бірақ тегін. Сөз семсер бар, аргумент бар өз алдына бөлек та. Соларды көрдім, солардың кейстарын көрдім. Одан кейін қатты бір сондай қалау болды, неге біздің Ақтаудағы балаларда осындай мүмкіндіктер жоқ. Ана балалар өздерінің ішіндегі қызығушылықтарымен, жақсы көретін нәрсесімен айналысып жүріп, турнирлерге барып университеттің гранттарын ұтып алып кететін. Біздің Ақтаудағы балалар өліп талып ОБД-ға дайындалатын. Сонда ойладым, неге біздің балаларда осындай мүмкіндік жоқ. Бұлай гранттың өзін былай қойған кезде дебат ол адамның тұлғалық дамуындағы бағанағы soft skills-ті дамытуға жақсы бір инструмент қой. Сонда бірақ бітірдім, бардым, бірақ не істеймін, Ақтауда менен басқа дебатер жоқ. Мен ойын көрсететін болсам да өзіммен өзім ойнаймын ба? Университеттер Атырауда жоқ па? Ақтауда Есеновте дебат клубы болған, оның өзі әлсіз дебат клубы болған да, Есенов университетте. Потом мен бітірген жылдар ол уже тарап-бытырап почти болып кетіпті. Ішіндегі нелер жоқ. Ютубта видеолар болатын еді, үйдің видеолар. Мен соны көрсетемін, дебат деген негізі мынау деп. Сонда Ернат болды ғой, біздің СДУ дебат клубында, ол Ақтаудан. Сонда айтам, Ақтауға келіп, екеуміз осыны істейік деген сияқты. Бірақ ол енді оқу деді, не деді, жүріп қалды Алматыда. Одан кейін мен өзім... Үйленді ма сол Ернар? Білмеймін. Әймен бір жүрген. Есіме түсіп кетті. Бірақ қазір ол нәрсе былай бұрынға қарағанда жақсырақ дамыған, байқадым. 2021-ден 22-ге оқуға кетпес бұрын бір жыл Ақтауда болдым ғой. Ол кезде ондай деңгей жоқ еді, ондай қарқын жоқ еді. Бірақ осы бітіріп келген жылы 2022-23 Ақтауда жұмыс жасадым ғой. Сонда көрдім, әр мектепте дебат клубтары бар. Әрқайсысы әртүрлі қарқынмен дамып жатыр. Біреуі жақсырақ, біреуі әлсіз. Әрқайсының жетекшісі бар. Біреуінің жетекшісі бұрын дебат ойнаған адамдар. Үйрете алатын, біреулерінікі мүлдем дебаттан хабар жоқ, форматты білмейтін адамдар. Ол да кішкене балаларды артқа тартады, бірақ әйтеуір бар. Турнирлер ұйымдастырады. Турнирді бағанағы білім бөлімі ұйымдастырады. Арнайы дебатқа деп бір бөлім ашқан, білім бөлімінен. Солар турнирлер ұйымдастырады, балалар барады. Мен ол жетекшілікті өз қолыма алдым мектепке кіргеннен кейін. Балаларды турнирлерге шығардық, орындар алдық, үйренді. Қатысушы саны аз болды. Бірақ ойладым, егер келесі жыл тағы да осындай қарқынмен жүргізетін болсақ, онда қатысушы саны көбірек болады бұл жылға қарағанда деп. Өйткені ол бірінші жылы көп оқушылар дебат дегенде не екенін түсінбейді ғой. Сондықтан қашады, ондай жаңалықтан қашады ғой біздің адамдар. Мидың функциясы да жаңа нәрседен қашасын, білмейтін нәрседен не ясын болған кезде. Бірақ болды. Енді екінші бір ол әлі күнге солай дамып жатқан шығар. Өзінің бір нелері бар, андай нюанстары, бір кемшіл тұстары бар. Дегенмен дебат қозғалысы пайда болды. Дебат қозғалысы болды, пайда болды. Енді өңірге байланысты кішкене форматтың өзін басқаша ойнайтындар бар екен. Мысалы, АПФ дегенмен
ақтаудың апф кішкене бөлек екен. ол енді студенттік лигада да сондай Осы ғой. жерде кішкене андай бір қарама қайшылықтар болып қалды негізі пікірлерімізде. форматқа бар ғой мен өзім енді қанша бір 8 жылға жуық дебат ойнаған адам ретінде айтқым келетін бір ғой, форматқа қатты тірелмейікші деп соңғы жылдар соны айтқым келіп жүр бар емес па. Сосын американдық парламенттік формат, британдық парламенттік формат, Карл Поппер, айналайын қазақтар, біз қашан өзіміздің форматты ойлап табамыз. Осы сұрақ менде. Неге өзімізге ыңғайлы сондай бір формат қалыптастырмасқа? Бір емес, бірнеше формат жасап тастайық. Бізге керек па? Білмеймін, егер мысалы бір мектепке АПФ пен БПФ-ның ортасындағы гибрид бір нәрсе керек болса, welcome, оқушылар форматын ойнайтын сияқты негізі қазір. Оқушыларға, білмеймін, оқушылар мысалы 7 минут сөйлегенде шаршап қалатындары бар мысалы, оларға 3-4 минут деген сияқты. Егер бастауыш балалары болса, екеуден ойнасын, білмеймін да. Қысқа форматпен ойнатамыз біз көбіне оқушыларды. Білмеймін, сондай қылып мысалы да, жаңағы біреулерге философия айту дегенді олар түсінбейді мысалы, олар әлі ол деңгейге жетпеген мысалы мектепте санасы. енді көбіне сөйлеуіне, сөйлей алғанына, қарсылығына, сондайына ғана қарайтын сияқты. Бірақ енді ол аймақтарға да байланысты айырмашылығы бар. Бағанағы енді өзіңізге тікелей әсер еткен. екінші нүкте. Екінші нүкте, дебатқа мысалы бала, мектепте 1000 бала бар ма, оны бір 20-сы келуі мүмкін. 20-сы бағанағы soft skills'ы меңгеріп шығуы мүмкін. Ол ізденуді үйрену мүмкін, ақпаратқа анализ жасауды, оны әдемі жеткізуді үйрену мүмкін. Бірақ ана жерде қалған 980 бала бар, ол нәрсені әлі білмейтін. Біздің білім жүйесінде баланы критикалық ойлауға дайындамайды, өкінішке қарай. Біз көбіне ақпаратты жаттауға үйретеміз. Мысалы, не істейді, әдебиетте, тарихта оқиды, үлкен бір тақырыпты, сосын соны пересказ жасайды, айтып береді. Бірақ ол жерде ешқандай бір анализ, өзінің ойын қосу деген нәрсе жоқ. Тек бар нәрсені өз тілімен айтып беру деген нәрсе бар. Енді мен бағанағы мектепте ассистент болдым ғой, Ұлыбританияда мектепте ассистент болдым, сонда байқап бір таңғалған нәрсем бар. Біздің ассистент болып жасаған кездегі бір жақсы, сен ассистент ретінде кез келген пәнге кіре аласың. Бүгін мысалы мен 7-ші Б сыныбын алатын болсам, 7-ші Б-ға бүгін қандай мысалы 6 сабақ бар ма, мен 6 сабаққа да кіре аламын ассистент ретінде. Сонда көрдім, тарихты қалай мұғалімге ассистент ретінде. Мен мұғалімге ассистент емес, мен оқыту ассистенті, то есть жалпы сол процесте, да, мұғалімге көмектесесің енді, бірақ мұғалімнің жеке көмекшісі емессің да. Сол класстың ассистентісің сен, сыныптың. Байқағаным, тарих пәніне кірдім. Маған ұнаған нәрсе, мынандай бір тақырыпты берді балаларға. Осындай жағдай бар, осындай ситуация болған тарихта, и 2 кітапты көрсетті слайдта. Бірінші автор бұл ситуацияға қатысты осындай ой айтады, пікір айтады. Екінші автор ол осындай пікір айтады. Ана 2 автордың ойы бір-біріне қарама-қайшы. Ситуация біреу, бірақ 2 пікір бір-біріне қарама-қайшы. Енді айтады, осы жерде сен не ойлайсың? То есть сен кіммен келісесің, немесе келіспейсің, не үшін келісесің, не үшін келіспейсің? Пікірін дәлелдеу керек. Өзіңнің пікіріңді дәлелде, анализ жасап айтып бер. Маған керек емес, ана жердегі оқып алып, маған пересказ жасап бергенің. Сен өз ойыңды айтып бер маған осы ситуацияға қатысты. Мен ана нәрсені көрген кезде ойладым, мынау жұмыс жасайтын нәрсе. Техника. То есть баланы осы кезден бастап критикалық ойлауға үйрететін нәрсе. Біз дебатта сол инструментті бергіміз келеді, бірақ соны сыныпта да бере алсақ, тіпті керемет болатын еді. Негізі енгізу керек. Енді 4 түрлі қазір бізде дағды бар ғой, тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым. Осы 4 дағдыға да жауап бере алатын дебат сияқты. Себебі сен көпшіліктің алдында, көпшілік деген сыныптастарың деп қарайшы, сыныптастардың ардында сен өз ойыңды айта аласың. Одан кейін тыңдалым, сен енді бір пікір айту үшін сен қарама-қарсы тараптың пікірін тыңдау керексің. Жазылым, жазғанда сен дайындаласың, немесе оқылым, сен жаңағы енді беріліп тұрған қарардың өзін, немесе сол қарарға байланысты бір тақырып дейікші, тақырыпқа байланысты берілген ойдың өзін оқып, оған аналитика жасауға керексің. Енді Блумның таксономиясы бар ғой, 7 таксономиясы бізде білім саласында қарастырылатын. Блум таксономиясын қолданыңдар, қамы-жылыңда деп айтады ғой. Соның сондай Блум таксономиясы бар, 7 деңгейге бөліп тастаған, ең төменгісі білу мен түсінуден тұрады. Біз бірақ білу мен түсінуде қалып кете береміз, жаңағы Айнұр ханым айтқан сияқты, Қазақстан тарихында сен білесің, түсінесің. Менің ойымша бізде балалар көп нәрсені түсінбей білу деңгейінде қалып кете ма? Иә, білу деңгейінде. Енді сол білім деңгейі, түсіну, одан кейін қолдану, қандай бар еді, жинақтау, анализге жете алмай кетеміз біз. Иә, басқа тақырыпта жете алмайсың, бірақ дебатта кіргізетін болсаң, сабағыңа сен онда жете алатын сияқтысың. Бағалау деңгейін сен себебі ол ситуацияға баға бересің, сен біліміңді жинақтайсың,
айтасың, сен оған анализ жасайсың, сен көзқарасыңды айтасың. Яғни дебатты бір инструмент ретінде сабаққа жақсылап қолдана алатын болса, онда үлкен бір скиллсты алып келеді. Себебі бір көзқарасқа сен екі түрлі ойлай аласың да, мынаның мына жағын көресің және теңгенің екінші жағын көресің деген сияқты. Қарапайым өзімнің ситуациямда дебаттың маған алып келген пайдасы, мен сөйлеуді үйрендім. Мен оған дейін негізі сөйлей алатынмын, мектепте кәдімгі мектептің активисті болған, бірақ университетке келген кезде бір үлкен океанға тастап жүргендей болды мені. Барлық ништан, ктл-дан келген, өзінің мектебінің алтын белгісі, 21 студенттің 20-сы грантта. Қиын болды, өте қиын болды. Бірінші семестрда, бірінші аралық қалай айтады, рубежкада маған сөйлеп дайындаламын түнгі сағат 3-ке дейін, бірақ келіп соны айту қиын болатын. Одан аяғысынан дебатқа жазылдым. Дебатта қаласаң да қаламасаң да сен ойнайсың. Сөйтіп маған сенімділік сыйлады. Яғни барам, сабағымды айтам. Осы сенімділікті оқушыға да сыйлайды. Мүмкін біздің алдымызда отырған оқушылардың арасында оқитын балалар бар шығар. Біз оларға сөйлеуге, өз-өзіне сенуге мүмкіндік бере алмай жатқан шығармыз. Мұғалімді кінәлай алмаймын, себебі 45 минутта сен 40 баланы қамтып үлгере алмайсың. Яғни сол ситуацияда балаға сенімділік беріп, мен айтайыншы осы тақырыпты деген сияқты, немесе тұрып өзінің мен мына тақырыпты білем деген сенімдікті сыйлайтын ол дебат болар еді. Яғни дұрыс пайдалана алсақ. Мен бір нәрсені байқаймын, мен қазір 3-ші курстарға сабақ беремін. Олар ренжімейді деп ойлаймын, егер бұл нәрсені қазір айтсам. Сабақ басталғанда қандай болды, кімнің қандай ойы бар. Мен солай әңгімелік түрінде жүргенді жақсы көремін. Қалай ойлайсың, келісесің ба, мысалы, үнсіздік. Басында ойладым, мен тым қатал шығармын деген сияқты. Сосын жұмсағырақ сұрай бастадым. Сосын әйтеуір біреу-екеуінен бүйтіп алып деген сияқты. Ол жоғарғы оқу орындарында отырған студенттерде де ондай дағдылар жоқ. Енді мектептен келіп тұрған балалар ғой олар. Мектептен келгеннен кейін олар енді көзін ашып жатқан сияқты, лунтик, спустился деп. Ал егер мектепте оларға сол дағдыны берсе, олар университетке келгенде қазір просто бәрін шайнап жеп отыратын еді. Яғни конкурентке дайын болатын маман болатын еді. Тамаша. Енді мына нәрсені қылайықшы. Сізде жас маман болып университетте істеп жатырсыз. Сізде жас маман болып, жас мамансыз ба, или жас маман деңгейінен асып кеттіңіз? Жас маман болып мектепте істеп жатырсыз. Қолдау бар ма жас мамандарға университетте, мектепте? Енді мен жас маман болып кірген кезде қолдау болды, директор тарапынан, әкімшілік тарапынан, мұғалімдер тарапынан, бірақ дегенмен де ол жеткіліксіз деңгейде қолдау болды. Қолдау енді сенің енді бәрібір мектеп пен университеттің сені үйретіп жүрген дүниесінің арасында айырмашылық бар. Сен мектепте, университетте басқаша елестетесің, келесің, келген кезде, яғни сенің жасаған қателіктеріңе кешіріммен қарау деген сияқты. Енді сондай қолдау бар. Я болмаса мына нәрсе негізі былай жасалады, мынау қымыжы былай жасалу керек деген сияқты. Енді университетке мысал келтіре алмаймын бірақ. Университетте мен айтамын, толықтай қолдау бар. Енді бұл жерде біздің университетіміз биыл 80 жаңа жас лектор алды. Ол менің ойымша аз цифра емес, 80 жас лекторға деген сенім арту деген. Және біздің басшылығымызда жас маман деп, біз негізі жас лектор деген сияқты сөздер жоқ, негізінен бар ғой, шыны керек. Бірақ енді студенттерге қарайды шығар, мына кісі жас, мына кісі үлкен. Студенттер әрине қарайды, бірақ бұл жерде сондай бір үлкен сенім бар. Біздің университетте, білмеймін басқа университеттерде қалай екен, қолдау жан-жақты бар. Үлкен әріптестер тарапынан, жаңағыдай бүгіннің өзінде бізде motivation day болды. Сол жерде үлкен біздің 65 жастағы үлкен ақсақалымыз, профессорымыз қалай сабақ беру керек, қалай жұмыс істеу керек, шыны керек, деп тыңдап отырды. Мысалы, HR тарапынан, қандай да бір білмеймін сені тарту, бейімдеу, сондай неше түрлі басқа әріптестер тарапынан сондай болады. Әрине, бірінші жыл мен сабақ беріп жатырмын, педагогикалық дағдыларыма қатысты қандай да бір сұрақтар туындайды. Бірақ ең бастысы мен білем, ол жай ғана дағды, оны қалыптастыруға болады. It's okay. Ең бастысы сол бір неге өзің жеп беріліп кетпей, сол нәрсеге шыдап, мысалы студенттер келеді, бағасы ұнамайды, неше түрлі шағымдар, сондайлар болады. Олардың құқықтары. Бірақ сол нәрседе, мысалы сен жаңағыдай қалай кризис менеджер бола білу керексің, бұл жерде басқаша кішкене дағдылар қосылады дегендей. Мен енді былайша айтқанда жеке сектордан келген адам ретінде бизнестағы сияқты ойлаймын.
бірақ мен түсіндім, бұл академиялық среда, бұл жерде бизнес сияқты подход болмайды. Иә, бұл жерде сен олай ойнете алмайсың, бұл жерде кішкене басқаша. Сәйкесінше эмпатияны өсіру өте қатты, соның ішінде балаға деген эмпатия, иә. Мен енді өзім әлі балаларым жоқ, бұйырса болады, бірақ сондықтан мен бір аналық деңгейде оларды олай түсіне алмайды екенмін, оны қалай тәрбиелеу деген сияқты. Бірақ барынша тырысып жатырмын, эмпатиямды оятып, ең болмағанда әпке сияқты түсіну деген мәселелерді. Ал қолдау бар, иә, қолдау бар, және білмеймін, мен өзім қуаныштымын осы жолды бастағаныма, және жалғастыруға деген сондай бір үлкен мотивациям бар, шыны керек. Тамаша. Сізді қолдады ма? Көмек көрсетті ме? Көбіне университетті бітіріп мектептегі алғашқы жылым болатын болса, саған тәлімгер беруі мүмкін мектеп. Кейін енгізді ғой оның өзі. Иә, менде тәлімгер болған. 2021-де кетпей тұрып жұмыс жасағанымда Ақтауда тәлімгер берілген. Енді үйренгенше үйрендім, ол кісіден алғым келгенді алдым, алғым келмегенді алмадым. Өйткені біз жаспыз, ол кісілер үлкен, енді бәрібір болады. Ол кісілермен де келіспейтін жерім болады. Өз тәсіліңді қолданған келетін жерлер болады. Ондай жерлерде айтпайсың, сіздікі дұрыс емес деп. Өйткені құрметпен қарайсың, неше жылдық тәжірибесі бар, ол салада жүрген. Мүмкін ол тәсіл маған ұнамағанмен, ол кісіге уже ол жұмыс жасап жатқан тәсіл шығар. Мүмкін да. Сондықтан құрметпен қарайсың, окей, мен алатынды аламын деген секілді болады, иә. Ондай қолдау бар. Ал қазір тәлімгер ештеңе жоқ, енді уже 4-ші жылым жұмыс жасап жатырмын. Өз қателіктерімде біраз нәрсе үйрендім, өзім түрлі тәсілдерді сынап көрдім. Уже қалыптасып келе жатыр, қалыптасып келе жатыр, ары қарай дамып келе жатыр деп айтайын, тәсілдерім. Сондықтан енді мен жекеменшік мектепте өзімді жас маман ретінде сезінбейді екенмін. То есть бізде андай жоқ, жас маман немесе тәжірибелі маман деген сияқты бөлмейді. Біз бәріміз маманбыз, біз бәріміз мұғалімбіз, болды. Ана жердегі 15 жылдық тәжірибесі бар мұғалім де өз пікірін айта алады. 3-4 жылдық тәжірибем бар, мен де өз пікірімді тең дәрежеде айта аламын, бір жақсысы. Бірақ мемлекеттік мектептерде андай нәрсе бар, жас мамандарға қатысты. Жас мамандарға қолдау жаңағыдай тәлімгер береді, окей, бірақ одан бөлек жас мамандарды жұмысқа жегу бар сияқты. Иә, оны біз өткен подкастта жеке тақырып. Сен жассың ғой, концертін жастыра. Сен, жас мамансың. Кез келген бір шаруа келсе мектепке, мамандар істеу керек, жас мамандар істесін, біз істеп келе жатырмыз. Істегенбіз, бұрын істедік, енді жас мамандар істесін деп жауапкершілікті бүйтіп сыра салу бар жас мамандарға қарай. Университетте жоқ па ондай? Университетте жоқ па ондай? Енді жас мамандар ол жерде қарсылық көрсете алмайды. Істейді. Өйткені бағана қарым-қатынас сақтап мемлекеттік университеттер білмеймін енді қыздар, бірақ біздің университетте мен ондай көрмедім, шыны керек. Енді сіздің университетіңіз дамыған университеттердің бірі ғой, енді алдыңғы қатарда. Жақсы, біраз нәрсені талқыладық, дебаттың пайдасын айттық, одан кейін шетелдегі білім беру туралы айттық, пайдалы контент болды деген ойдамыз. Енді біздің подкаст таймның дәстүрлі бір дәстүрі бар, қалыптасып қалған. Біз келген қонақтарымызға міндетті түрде сыйлық береміз. Осындай әдемі бокстарды сіздерге дайындап қойған едік. Айда ханым, бұл сізге, Айнұр ханым, бұл сізге біздің подкасттың атынан естелік болсын. Қандай әдемі, Аида өтесін деп атымды кәдімгідей жазып, көп рахмет. Келгендеріңізге, шақырғандарыңызға. Келгендеріңізге рахмет.